Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен бірге Аян және бұл жүрекке жақын арнасындағы жаңа авторлық әңгіме. Алыстағы Жапония елінде ресми құжаттарда жоқ. Бірақ адамның тәніне көк сиямен таңба болып басылатын өте қатал заң бар. Ол қанмен бекіген адалдық заңы. Қағидасы қарапайым. Біздің адамның біреуіне қиянат қылсаң, баршамыздың алдымызда жауап бересің. Заң немесе сот алдында емес. Тұтас кланның, қанды балақ ағайынның алдында. Бастамас бұрын, бізді қай жерден көріп отырғандарыңызды жазыңыз. Бұл біз үшін өте маңызды. Бейқам жүрген алты бұзақы бұл темірдей тәртіптен бейхабар еді. Олар әділдіктің құны қалтадағы парамен өлшенетін, шындықтың тағдыры жұдырықпен шешілетін шағын ғана шаһарда өмір сүрді. Іргесінде мызғымас, көне заңмен өмір сүретін сұсты адамның тұрып жатқанын олар қайдан білсін? Ал олар оның көз нұрындай сақтаған жалғыз қызына қол созғанған күні, әлгі көне заң қайта оянып кек алуға шықты. Арай әкесінің шаңырағына әр демалыс сайын келіп тұратын. Ол облыс орталығындағы оқу орнының 4-ші курсында оқитын. Жасы 21-де. Иығына төгілген қоңыр шашты. Жүзінен нұр тамған ибалы жан. Ол Арай небәрі 6 жаста болғанда ауыр дерттен көз жұмған марқұм анасына қатты ұқсайтын. Сұм ажал жас келіншекті кез әрі аяусыз жұтып қойған. Қабырғасын қайыстырған сол қайғыдан соң, ғалым мына жалғаннан іргесін аулақ салып, жұрттан бір жолата теріс айналды. Бірақ жалғыз тияғы Арай үшін бұл шаңырақтың есігі әрдайым айқара ашық еді. Әр жұманың кешінде, сағат тура 5-те, ол терезе алдында телміріп, көше бұрышынан арқасына сөмке асқан таныс бейнені күтетін. Арай үйге кіргенде, дастархан үстінде әкесінің қолынан шыққан дәнді ас дайын тұратын. Бұл оның мінсіз пісіруді үйренген жалғыз тағам еді. Арай үйге кіре сала, далада жаздың күні күйіп тұрса да, алқымына дейін күймеленіп алған әкесіне еркелей сөйлейтін. Ал ғалым мұны жай ғана әдет қой деп қысқа қайыратын. Расында да ол ешқашан жеңін түрмейтін, ешқашан суға түсуге бармайтын. Қызының көзінше ешқашан шешінбейтін. Арай бұған әлде қашан үйреніп кеткен. Бәлкім, денесінде жараның орны бар шығар. Бәлкім, жазылмас дерттің ізі қалған болар. Ол әкесіне артық сұрақ қоймайтын. Ол обал мен сауапты білетін, үлкеннің алдынан кесіп өтпейтін тәрбиелі қыз еді. Ал ғалым үшін өмірде тек бір ғана шекара бартын. Ол оның бұлыңғыр өткен шағы. Бұл қалаға, бұл шаңыраққа, бұл тыныштыққа дейінгі өмір ол үшін жоқпен тең. Ол 20 жыл бұрын осылай кесіп айтқан. Солай өмір сүріп жатты. Барлығын күл талқан еткен сол бір қасіретті кеш. Шілденің 12-ші жылдызы, жұма. Арай әдеттегіден ерте келді. Жанары жайнап, көрші үйдегі құрбысының туған күніне баратынын, көпке қалмай оралатынын айтты. Ғалым үнсіз қалды. Ол қызын қатаң тергеп, әр қадамын аңдитын әкелерден еместі. Бірақ дәл сол сәтте, көкірегінде әлде қашан ұйықтап қалған әлде бір жыртқыш түйсік оянғандай болды. Қашан ораласың деп сұрады ол. 11-лерде, ары кетсе 12-де, деді қызы күлімдеп. Ғалым күлмеді. Ол терезе алдында қызының алладан өтіп бара жатқан бейнесіне қарап тұрды. Қоңыр шашы желмен желбіреп, көрші үйдің есігіне кіріп көзден таса болғанша жанарын алмады. Содан кейін орнына отырып, теледидарды қосты. Экранда атыс-шабыс жүріп жатты. Бірақ ғалымның назары онда емес еді. Ол соңғы 2 жылда бұл қаланың қатты өзгергенін ойлады. Көшеде мойнына жуан алқа таққан, былғары күрте киген жаңа дәуірдің қарақшылары қаптаған еді. Өткен аптада көрші аулада музыканы қатты қойған үшін ескерту жасаған қартты аяусыз соққыға жыққаны есіне түсті. Ғалым мұның кімнің екенін жақсы білетін. Бүкіл қала білетін. Бұл қаланы уысында ұстап отырған Болат есімді дөкей еді. Жасы 38-де. Бұрынғы балуан. Темір тордың ар жағын көріп қайтқан қылмыскер. Қазір тұтас шаһардың қожайыны. Көлік жуу бекеттері, түнгі клубтар мен ломбардтардың барлығы соның иелігінде. Ресми түрде басқа адамдардың атында болғанымен, шын мәнінде кімнің мүлкі екені баршаға аянды.
Болат қаланы қатыгездікпен емес, шектен шыққан арсыздықпен билеп төстеді. Ол адам өлтірмейтін, бірақ ер азаматтың намысын таптайтын. Оның бұзақылары кез келген дүкеннен қалағанын тегін алып, кез келген адамды көшеде қорлақ кете беретін. Жергілікті сақшылар онымен ауыз жаласы болғандықтан, халық амалсыз үнсіз отыратын. Шағын қаланың момын жұрты қасқырлармен алыспайды. Олар тек тасада тығылып күн көреді. Ғалым тығылмады. Ол Болатты жоқ адамдай көріп, өз бетінше оңаша өмір сүріп жатты. Олардың әлемі ешқашан қиылысқан емес. Осы бір қасіретті түнге дейін. Уақыт сырғып, сағат тілі түн жарымын көрсетті. Содан кейін түнгі 1 болды. Сосын 2. Арай келмеді. Телефон үнсіз. Ғалым терезе алдында тастай қатып тұрды. Әдір минут өткен сайын оның жүзі түйіліп сұстана берді. Түнгі сағат 3-те есік сарт етіп ашылды. Ғалым дәлізге шығып, кілт тоқтады. Табалдырықта Арай тұр еді. Үстіндегі көйлегі жыртылған, аяғындағы киімі далдыл. Бетіндегі бояуы көз жасымен араласып қара судай аққан. Ол мұздай судан жаңа ғана шыққан адамдай бүкіл денесімен дірілдеп қалтыраттырды. Дәл осы сәтте ғалымның ішіндегі көне заң оянды. Арай жанарын әкесіне аударды. Ғалым оның көзінен тек бір-ақ рет, сонау бағзы заманда, жат елде адам айтса, нанғысыз азапты бастан кешкен бейбақтардың жанарынан көрген сұмдық үрейді байқады. Қыз тіс жарып ештеңе айтпады. Жай ғана әкесіне қарай қадам басып, оның жейдесіне жармасты да, булыға үнсіз өксіп-өксіп жылай берді. Ғалым қызын бауырына басты. Оның қолдары дірілдемеді, жүзі де өзгерген жоқ. Бірақ жанары... Егер дәл сол сәтте біреу оның көзіне тура қараса, бойын билеген қорқыныштан кері шегінер еді. Өйткені бұл 3-ші қабатта тұратын момын көршінің жанары еместі. Бұл іштей кесінді шешім қабылдаған, жаза кесуге дайын тұрған қаһарлы жанның көзқарасы болатын. Ол кім істеді деп қызын жылмалап, сұрақтың астын алмады. Ғалым жуынатын бөлменің еденінде үнсіз ғана отырды. Ал Арай ыстық судың ішінде бүрісіп, өз денесін ысқышпен аяусыз ысқылады. Бейне бір осы қаралы түнді өз тәнінен сылып тастағысы келгендей, лас киімше шешіп, лақтырып жібергісі келгендей жанталасты. Әкесі үнсіз күтіп отыра берді. Арай тек таң атқанда тіл қатты. Қос көрпеге оранып, қолына ыстық шай құйылған кесені ұстаған күйі отырды. Шайды ішпеді, тек алақанын жылытты. Сосын бөліп-бөліп, үзіп-үзіп, бейне бір бөтен адамның қорқынышты түсін баяндап отырғандай болған жайтты айтып берді. Дананың үйіндегі отырыс еді. Шағын ғана пәтер, ондаған қонақ жиналған. Бәрі ойдағыдай көңілді өтіп жатқан. Ал сағат 11-лер шамасында есік қағылды. Сөйтсе Дананың жігіті Болаттың адамдарына қарыз екен. Пәлендей көп ақша емес, 100 мыңдай ғана. Бірақ Болат үшін мәселе ақшада емес. Ердің намысын таптап, өзінің істемдігін көрсетуде болатын. Алды жігіт келді. Жап-жас, ішімдікке сылқия тойған. Көздерінде жазасыздыққа әбден еті үйренген қанзерлерге тән сұмдық ұшқын бар. Басшысының есімі Ермек екен. Қалғандары оны атымен атаған соң, Арайдың есінде қалыпты. Бойы ұзын, шашын тақырлап алып тастаған. Олар үйдегі барлық жігіттерді қуып шықты. Жай ғана далаға лақтырып тастады. Дана шырылдап араша түспек болып еді. Оны бетінен бір-ақ ұрды. Ол сол күйі үні өшіп құлап түсті. Ал содан кейін Арай кілт тоқтады. Көзін жұмды. Қолындағы кесесі дірілдеп кетті. Жалғастырмай-ақ қой, деді ғалым. Мен бәрін түсіндім. Ол орнынан тұрып терезеге жақындады. Таңғы шапақ ауланың ішін алқызыл нұрға бөліп келе жатты. Терезе алдындағы көгершіндер күнделікті несібесін күтіп, ары-бері дәмелене жүр. Ғалым оларға қарап тұрды. Оның жүзінде міз бақпас сабыр бар еді. Бірақ іштей. Оның ішкі әлемінде соңғы 20 жыл бойы болмаған сұмдық өзгеріс басталды. Оның тұла бойында мүлдем басқа адам оянып келе жатты. Көгершінге жем беріп көрмеген, ауаны тіліп өткен суық қарудың үнін жатқа білетін қатыгез жан. Тәні жат елдің бедерлі картасына айналып, ең мықты шеберлердің инесімен көк сиядан салынған айдаһар мен
бас сүйектердің суретіне толған бұрынғы ғалым. Ол терезе алдында сіресіп тұрды, ал оның ішіндегі момын көрші әр секунд сайын өліп бара жатты. «Әке», деп сыбырлады Арай көрпе астынан. «Ешқайда бармай-ақ қойшы. Өтінемін. Одан еш пайда жоқ. Бұл жердің барлығын солар билеп отыр. Сақшылар да, билік те солардың қолында». «Мен білемін», деп жауап қатты ғалым артына бұрылмастан. Сондықтан ешқандай сақшы араласпайды деп, ол іштей күйіп қойды. Ол Арайдың көзі ілінгенше күтті. Қыз тек таңғы сағат 7 шамасында ғана ауыр ұйқыға кетті. Қолдары дірілдеп, тісін қайрап ыңырсып жатты. Ғалым оның үстіне 3-ші көрпені жатты. Жастығын тізеді. Ол қызы небәрі 5 жасында қараңғыдан қорқып ұйықтаған кезде қалай телміріп тұрса, дәл солай ұзақ қараттырды. Сосын бөлмеден білдіртпей шығып, есікті жапты. Ас үйге кірді. Үнемі кішкене құлыппен жабылып тұратын сөренің төменгі жәшігін ашты. Арай бірде онда не жатқанын сұраған еді. Әкесі жай ғана саймандар деп жауап берген. Қызы қазбалап сұрамаған болатын. Жәшіктің ішінде бұрыштары мүжілген көне былғары шабадан жатыр екен. Ғалым оны алып үстелдің үстіне қойды да ақырын ашты. Ішінде майлы шүберекке ұқытты оралған ұялы телефон жатты. Қазіргідей жаңа құрылғы емес. 2000-ші жылдардың басындағы ескі үлгідегі жиналмалы телефон еді. Ол телефонды қуаттағышқа қосты. 3 минуттай күтті. Экран жасыл түспен жыбылықтады. Телефон іске қосылды. Байланыс кітапшасында тек бір ғана нөмір бар екен. Есімі жазылмаған. Тек +81-ден басталатын сандар тізбегі. Күншығыс елі, Жапония. Ғалым үстел басына отырып, алдымен телефонға, сосын қабырғада ілулі тұрған пәтердегі жалғыз суретке қарады. Онда шашына ақ тақпадай бантик тағып, әткеншекте сыңғырлай күліп отырған кішкентай Арай бейнеленген еді. Ол тістеніп, шақыру түймесін басты. 1-ші гудок, 2-ші, 3-ші. Тұтқа көтерілді. Арғы жақтан моси-моси деген бөгде тілдегі дауыс естілді. Ғалым сол тілде мүдірместен жауап қатты. Таза, ешқандай акцентсіз. Бейне бір бұл тілде 20 жыл бұрын емес, кеше ғана сөйлескен адамдай. «Танака-сан, бұл ғалым ғой?» Үнсіздік, ұзақ үнсіздік. Ғалым арғы жақтағы қарттың демалысын естіп тұрды. Содан кейін қысқа ғана күрсінген үн шықты. Арғы жақтан таңданыс па, әлде терең құрмет пе, әйтеуір бір ерекше сезімге толы дауыс естілді. «Ғалымсан, 20 жыл болыптау». 20 жыл, деп растады ғалым. «Сен жайдан жай хабарласпағаныңды білемін». «Е, жайдан жай емес. Не болды?» деп сұрады қарт. Ғалым үнсіз қалды. Саусағымен көне шабаданның шетін ақырын сипап өтті. Ішіндегі қос қабатты тіптің астында тағы бірдеңе жасырылған еді. Бірақ оған әлі кезек келмегенді. «Менің қызымды», деді ол. Оның дауысы алғаш рет дірілдеп шықты. Шертілер алдында қатты тартылған домбыраның шегіндей дірілдеді. «Қызыма қиянат жасады Танака-сан. 6 бұзақы. Ол...» Ғалым күлт тоқтады. Жұдырғын тарс тиді. Оның бұрынғы жарқын өмірінің күл талқаны шықты. Ғалым әлемнің екінші шетінде тұрған қарттың ауыр күрсініп, көзін жұма қалғанын іштей сезді. Олар бір-бірін 30 жылдан бері білетін. Танака кішкентай Арайды жақсы есінде сақтаған. Ғалым күншығыс елінен аттанарда қарт оның суретін көрген болатын. «Қызыңды көздің қарашығындай сақта», деген еді сонда қарт. Мына жалған дүниеде сақтауға тұратын жалғыз асылым сол. «Кімдер?» деп сұрады Танака. Мылтықтың оғындай қысқа шыққан жалғыз сөз. «Жергілікті қарақшылар. Иесі бар төбеттер. Қанша адам?» «Қастарында 30-40-тай бұзақысы бар. Басшысы Болат деген біреу». Тағы да үнсіздік. Содан кейін Танака қылмыстық әлемнің заңын білетін кез келген адамның төбе шашын тік тұрғызатын сөз айтты. «Мен Кензиді жіберемін. Қасына адамдар қосып берем. 18 адам. Жете ме?» «Жетіп артылады». «Ғалымсан, тыңдап тұрмын. Қанжар өз қожайынының қолын ешқашан ұмытпайды. Тіпті 20 жыл өтсе де». Ғалым көзін жұмды. «Білемін».
Байланыс үзілді. Ол телефонды үстелге қойды да шабаданға қарады. Сосын оның қос қабатты түбін ақырын көтерді. Оның астындағы арнайы ұяшықтарда, шағын шаһардағы момын зейнеткердің пәтерінде мүлдем болмау тиіс заттар жатты. Қара түсті жылтыр қынға салынған қысқа тан тоқан жары. Кез келген кеденшінің көзін байлайтын мөрлері бар. Жапон тіліндегі құжаттар тізбегі. Және бір ескі сурет. Суретте жасы 30-дар шамасындағы жас ғалым. Қап-қара костюм киген жапондардың ортасында қасқайып тұр. Оның жейдесінің өмірі ашық. Кеудесінде белінен бастап алқымына дейін көтерілетін айқын суреттер көк сиямен қашалған белгілермен мұндалайды. Оң иығында айдаһар, сол иығында тұқы балық бейнеленген. Арқасында шешек атқан шие ағашы. Ал қабырғасында мағынасын екінің бірі түсіне бермейтін көне жазулар бар. Ол соңғы демін қалғанша адал бол деген сөз еді. Ол күншығыс елінде жай ғана қонақ болмаған. Ол турист те, қарапайым жұмысшы да еместі. Оның жанына ескі жарадай бататын бір шындық бар. Ол қуатты кланның мүшесі болған. Қанымен тексеріліп, қатарына қабылданған. Иредзуми заңы бойынша бамбук инелермен, адам төзгісіз азаппен, жылдар бойы қолдан қашалған дәстүрлі жазуларда денесіне таңбалаған. Оның тәніндегі әрбір сурет адал еңбекпен, төгілген қанмен өлшенген еді. Ғалым шабаданды жауып, жәшікті құлыптады да, қызының бөлмесіне қайта келді. Есікті сәл ашты. Арай бала күніндегідей бүрісіп, ұйықтап жатыр екен. Мен бәрін орнына келтіремін, серт беремін, деп сыбырлады ол. Содан кейін балконға шығып, көгершіндерге нан уатты. Оның қолдары бұл жолы мүлдем дірілдеген жоқ. Ал шағын шаһардан 4000 шақырым қашықтықта жатқан Кобе айлағында Кенди есімді азамат телефон тұтқасын қойды да, өз адамдарына қарап жалғыз ауыз сөз айтты. Жиыныңдар, қазақ даласын ашамыз. Ғалым сан шақырды. Бөлмедегі 18 адамның бірде біреуі артық сұрақ қоймады. Өйткені бұл қабырғаларда ғалымның есімін әлі ұмытпаған еді. Және өте жақсы еске сақтаған болатын. Ғалымның шын мәнінде кім болғанын түсіну үшін осыдан 30 жыл бұрынғы уақытқа, 1994 жылға оралу керек. Сонау қиыр шығыстағы теңіз жағасында орналасқан портты қалада қазақ жігітінің істейтін түгі жоқ еді. Бірақ ол сол жақтан бір-ақ шықты және қалып қойды. Ол кезде жасы 22-де болатын. Жүдеу, сіңірлі, жанары сұсты, жұдырығы тілінген қайсар жігіт. 90-шы жылдардың тоқырауы. Жасөспірімдер өте ерте есейетін, немесе сол күйі жастық шағын көрмей кететін қатыгез заман. Ғалым әкесіз өсті. Анасы ауыр дерттен төсек тартып жатып қалды. 8-ші сыныптан кейін ол оқуын тастап кетті. 18 жасқа толғанда ол жаудың жағы қалай уатылатынын жақсы білетін, және басқалар шырылдап жатқанда үнсіз қалуды үйренді. Бұл әлемнің кез келген елінде жоғары бағаланатын екі қасиет еді. Портты қалада ол жүк тасымалдаушы болып жұмыс істеді. Жапонияның алып кемелері аптасына 2 рет келетін. Ол жапон тіліндегі қарапайым сөздерді тез меңгеріп алды. Сәлеметсіз бе? Қанша тұрады? Рахмет. Иә, жоқ деген сөздерді жатқа білетін. Жапон теңізшілері оған әрдайым қызыға қарайтын. Ішімдікке салынбаған, жаңжалға жоламайтын, естіген сөзін қағып алатын зерек қазақ жігіт еді. 1994 жылдың қараша айы болатын. Сүйектен өтетін ызғарлы, ылғалды, сұрғай күн түн. Кеме тоқтайтын жағалауда бір келеңсіз оқиға болды. Теңізшілердің қалтасын қағатын 3 көше бұзақысы қойма жанында егде жастағы жапон кісіні аңдып тұрған екен. Ол қолына былғары сөмке ұстап, жалғыз келе жатқан. Бұзақылар мұны оңай олжа көрді. Дәл сол сәтте ғалым бұрышта аялдап тұрған болатын. Кенет айқай естілді. Ол бұрыштан қарады. 3 қарақшының қартты жерге жығып, қабырғасынан кеуіп жатқанын, ал біреуінің сөмкені жұлып алып жатқанын көрді. Ол үнсіз өтіп кете салуына да болар еді. Адамдардың 90% бұрылып қарамас еді. 90-шы жылдардың кемірдей қағидасы солай болатын. Өзімдік емес пе, араласпа. Бірақ ғалым әлгі қалған 10%-ның қатарынан еді. Ол батыр болған үшін емес,
намысы жібермегендіктен басқаша істей алмайтындығынан ортаға түсті. 1 минуттан соң екеуі жер құшты. Ал үшіншісі ақсаңдап қаша жөнелді. Ғалым сөмкені жерден көтеріп, шаңын қақты да қартқа ұсынды. Қарт орнынан тұрды. Ғалымға ұзақ, мұқият, бейне бір адамның ішкі дүниесін оқып тұрғандай кесіле қарады. Сосын сынық тілмен сұрақ қойды. Есімің кім? Ғалым, деді жігіт. Ғалым, жақсы есім, салмақты екен, деді қарт. Ол қалтасынан есім қағаз шығарды. Ақ қабатырма қағаз, қара таңбалар. Өзіне таныс бірде-бір сөз жоқ. Жұмыс істегің келсе, Кобе қаласына кел. Танаканы сұра. Ол осылай деді де жүре берді. Қабырғасын ұстаған күйі артына бұрылмастан кетіп қалды. Ғалым қолындағы қағазға қарап тұрып қалды. Бұл жалғыз минут оның өмірін бұрын және кейін деп екіге бөлгенін ол кезде білген жоқ еді. 2 айдан соң ол күншығыс еліне таван тіреді. Билетке ақшасы болмағандықтан Кобеге қатынайтын әлгі үлкен кемеге жұмысқа тұрған еді. 2 апта бойы теңіздің асау толқыны, тот басқан темір төсек, қолқаны қабатын жанармай иісі оның серігі болды. Кобе айлағында жағаға түскенде, қалтасында көк тиыны, қолында құжаты жоқ, тілінде толық білмейтін. Оның бар байлығы әлгі шағын қағаз бен бір ғана есім еді. Танака. Танаканы табу ол ойлағаннан әлге қайда оңай болып шықты. Алдынан шыққан алғашқы көлік жүргізушісіне әлгі қағазды көрсету жеткілікті еді. Жүргізушінің өңі қуарып кетті. Үнсіз бас изеді де ғалымды тегін апарып тастады. Кевин. Әр қадамы ақшамен өлшенетін Жапон жерінде кегін қызмет ету деген ақылға сыймайтын істі. Сол кезде ғалым өзінің қандай адамға бара жатқанын алғаш рет іштей сезді. Танаканың шаңырағы Кобенің ескі ауданында орналасқан екен. Ағаш қақпа, тас дуал, аласа ағаштары бар әсем бақ. Қақпаның арғы жағы мүлдем басқа әлем. Қап-қара киінген адамдар, мінсіз тәртіп, құлаққа ұрған танадай тыныштық. Және ғалымның өмір бойы есінде сақталып қалған жұпар иісті түтіннің иісі. Танака Хироси қолына сөмке ұстаған қарапайым шал емес болып шықты. Ол Қансай өңіріндегі ең көне якудза тармақтарының бірі, Ямагути Кай кланының басшысы Оябун еді. Оның есімін жұрт тек сыбырлақ қана айтатын. Қала әкімдері мен бас сақшылар оның алдында бас иетін қуатты тұлға болатын. Осы бір құдіретті адам жұдырығы тілінген қазақ жігітіне қарап, басқалар байқамайтын әлдебір қасиетті көрді. Бірінші күні кешке Танака тілмаш арқылы сұрақ қойды. Сен неге төбелеске араластың? Менің кім екенімді білген жоқсың. Саған ешкім ақша төлеген жоқ. Не үшін? Ғалым иығын қиқан еткізді. Бір адамға үшеулеп жабылу ерлік емес. Бұл әділетсіздік, деді ол. Танака ұзақ үнсіз отырды. Сосын бас изеді. Және ғалымның алдағы 15 жыл өмірін шешіп берген жалғыз ауыз сөзді айтты. Осында қал. Алғашқы 2 жыл нағыз тозаққа бергісіз болды. Ғалым клан шаңырағында қызметші ретінде өмір сүрді. Еден жуды, үлкендердің аяқ киімін тазалады, күріш пісірді. Күніне 16 сағат бойы жат дыбыстардан тілінде қанды жарықтар пайда болғанша тіл үйренді. Бұл тіл оған өте ауыр тиді, бірақ ол қайтпас қайсар еді. Жарты жылдан соң сөйлей бастады. 1 жылдан кейін сол тілде ойлайтын дәрежеге жетті. 2 жылдан соң әзілдесетін болды. Осымен қатар оны мүлдем басқа өнерге баулыды. Жаттығу таңғы сағат 4-те басталатын. Кендо, семсерлесу өнері. Джиу-джитсу, жекпе-жек. Танто дзюцу, қысқа қанжармен жұмыс істеу. Ғалым өте талантты шәкірт болып шықты. Қиыр шығыстың қатыгез көшелерінде шыңдалған оның тәні жаңа әдістерді құрғақ жердің суды сіңіргеніндей кез бойына сіміріп жатты. Бірақ ең басты сынақ тәннің мықтылығы емес еді. Ең бастысы сенім. Якудза ешқашан бөтенді өз қатарына қоспайтын. Ешқашан. Гайдзин, яғни жат жұрттық адам. Клан құрылымында шетелдіктің болуы ақылға қонымсыз дүние еді. Бұл бейне бір қазақтың қатаң қылмыстық тобына жапондық кіріп кеткенмен тең болатын.
мүлдем мүмкін емес жағдай. Бірақ Танака ғалымның бойынан әлдебір ерекшелікті көрді. Бәлкім, өзінің бойындағы болаттай берік мінезді байқаған шығар. Бәлкім, ақшаға сатылмайтын, таяқпен ұрып сіңіре алмайтын сирек қасиет, адалдықты сезген болар. Ғалым ешқашан сатқындық жасамады, ешқашан өтірік айтпады, ешқашан шағымданған жоқ. Алғашқы күрделі әрі қауіпті тапсырма түскенде, ғалым оны мінсіз әрі үнсіз орындап шықты. Ол алғашқы таңбаларын кеудесіне басқанда жасы 26-да еді. Көне дәстүр бойынша тәнге сурет салу қазіргідей жаңа құрылғымен жасалатын жеңіл дүние емес. Бұл қасиетті рәсім. Арнайы шебер бамбук инелерімен көк сияны тері астына ұрып қолмен сіңіреді. Адамның жанын суыратын сұмдық азап. Әр отырыс 5-6 сағатқа созылады. Ал тұтас бейнені салуға жылдар кетеді. Алдына 3 жыл бұрын жазылып қоятын аты аңызға айналған шебер. Оның арқасына алғашқы нобайды салып жатқанда, ғалым шиеленісе тістеніп, төсеніш үстінде жатты. Гүлдеген шие ағашы. Сұлулық пен ажалдың белгісі. Бұл жалғанның қамшының сабындай қысқа екенін, ал намыстың мәңгілік екенін білдіретін қасиетті таңба еді. Бөгде жұрттың адамына осындай қасиетті таңба басылып жатыр деген сыбыс қаладағы барлық қыландарға тарағанда үлкен дау туды. Бірақ Танака ол бұған лайық деп бірақ кесті. Ал Танакамен сөз таластыратын ешкім жоқ еді. 30 жасқа келгенде ғалымның тұла бойы тұтас бір өнер туындысына айналды. Оң иығындағы айдаһар күш пен даналықтың белгісі. Сол жағындағы сарқырамаға қарсы жүзіп бара жатқан тұқы балығы, қайтпас қайсарлықтың көрінісі. Қабырғасындағы асау толқындар, жамбасындағы жынның бетпердесі, ашудың түбі қорлық екенін ескертетін үрейлі бейне. Және шие ағашы. Жауырыннан беліне дейін тұтас арқасын жауып тұрған алып сурет. Желмен ұшқан алқызыл жапырақтардың бұлты. Бұл таңбаларды көрген кез келген адам оның жай ғана қонақ емес екенін жақсы түсінетін. Ол осы темірдей жүйенің бір бөлшегі еді. Ол кланның қолындағы қылдан суырылған алдаспаны болды. 10 жыл бойы ғалым Танакаға қалтқысыз қызмет етті. Ол басшының оң қолына айналды. Келіссөздермен шешілмейтін ең күрделі мәселелерді шешті. Басқалар баруға жүрегі дауаламайтын қауіпті жерлерге барды. Қылмыстық әлемде оның есімі үреймен айтылатын болды. Қазақ даласынан шыққан жанкешті жын. Бойында титтей де қорқыныш жоқ адам. Бірақ 2004 жылы бәрі күрт өзгерді. Ғалым бір келіншекті кездестірді. Өзінің жерлесі, қазақ қызы. Есімі Нағима. Ол сол қаладағы оқу орнында дәріс беретін еді. Мінезі жібектей жұмсақ, ақылды. Жанарында әлдебір мұңы бар ибалы жан болатын. Ол ғалымның шын мәнінде кім екенін білмеді. Ал ғалым оған ешқашан тіс жарған емес. Келіншегінің бойына бала біткен күні ғалымның тас боп қатқан қатал әлемі қағайырылды. Өз өмірімді қатерге тігу бір бөлек те, дүниеге келер сәбидің тағдырын тәуекелге байлау мүлдем басқа еді. Ол Танакаға келіп, бар шындықты ақтарды. Ешқандай айла шарғысыз, бұлтартпастан турасын айтты. Ол бұл жолдан кететінін жеткізді. Әйелі мен сәбиін алып, туған жеріне оралғысы келетінін айтты. Ешкім танымайтын, қарапайым адам болғысы келетінін жасырмады. Алайда, қылмыстық кланнан тірі адам шықпайтын. Бұл өмірлік серт. Кетіп қалу барып тұрған сатқындық, ал сатқындықтың жазасы кек өлім еді. Бірақ Танака оған ұзақ қарады. Сонау жылдары теңіз жағасында қалай қараса, дәл солай ауыр жанармен тесіле қарады. Сосын тіл қатты. Сен менің өмірімді сақтап қалдың. Сен маған 10 жыл қалтқысыз қызмет еттің. Сен бірде-бір рет өтірік айтқан жоқсың. Қарт сәл үнсіз қалды. Жолын болсын ғалымсан. Бірақ ұмытпа. Егер күндердің күнінде саған кланның көмегі керек болса, біз міндетті түрде келеміз. Ғалым басын иді. Жерге дейін иіліп тағзым етті. Бұл тек өз әкесіндей сыйлаған адамға ғана жасалатын құрмет еді. Содан кейін ол елге қайтты. Туған жері. Шағын ғана шаһар. 3-ші қабаттағы пәтер. 20 жылдық үнсіздік. Кешегі телефон қоңырауына дейінгі тыныштық осылай өткен еді. Ал қазірше
Арада 20 жыл өткенде сол баяғы көне телефон ас үйдің үстелінде жатты. Оның экраны ақырын сөніп бара жатты. Қоңырау шалынды. Қайтымсыз процесс басталды. Енді оны тоқтату мүмкін емес еді. Ғалым ас үйде отырып, қою қара шай ішіп отырды. Қабырғаның арғы жағында Арай ұйықтап жатыр. Ал терезе сыртында шағын шаһар ұйқысынан оянып келе жатты. Көліктердің гүрілі шықты. Иттер үрді. Ауылда әлдекімдер дауыс көтеріп жатты. Бұл қаладағы ешбір адам бір сұмдықтың жақындап қалғанын сезбеді. Тура 48 сағаттан кейін мұнда күншығыс елінен ұшақ қонбақ еді. Оның ішіндегі қатыгез адамдардың атын естігенде, тіпті ең мықты бас сақшылардың төбе шашы тік тұратын. Ал қаланың екінші шетінде, биік дуалмен қоршалған 3 қабатты зәулім сарайда, Болат асықпай таңғы асын ішіп, телефонын ақтарып отырған еді. Оның көңіл күйі өте тамаша болатын. Шаруасы дөңгеленіп тұр. Орталық көшедегі жаңадан ашқан өсімқорлық орны ай сайын 200 мың табыс әкеліп жатыр. Жергілікті сақшы өзінің парасын алуға уақытылы келіп тұрады. Өмір оған күлімдеп тұрғандай еді. Бірақ ол мына жалған дүниенің оған ең соңғы рет күлімдеп тұрғанын әлі білген жоқ. Олар қалаға білдіртпей үнсіз кірді. Өйткені үнсіздік олар үшін жай ғана әдет емес, нағыз кәсіп болатын. Күншығыс елінен ұшқан ұшақ алдымен ірі шаһарға қонды. Одан кейін облыс орталығына жетіп, әрі қарай терезесін қараңғылаған 3 көлікпен осы шағын қалаға келді. 18 адам. Шекара бекетінде олардың бірде-біреуі көзге түспеді. Бейне бір қарапайым кәсіпкерлер секілді. Іс-сапар, келісімшарт, қаржы құю. Бәрі заңды, бәрі таза. Топ бастап келген Кензидің жасы Ғалыммен шамалас еді. 50-ден жаңа асқан. Бойы тапалдау, сіңірлі, мұрты жинақы. Жанары мектеп мұғаліміндей аса сабырлы адам. Сырттай қарағанда одан ешқандай қауіп сезілмейтін. Бірақ оның шын мәнінде кім екенін білетіндер жақсы білетін. Кензи Сато 90-шы және 2000-шы жылдары Ямагути Кай кланының ең мінсіз, ең қатыгез жендеті болған. Оның жүзі бәрін ұмытқандай көрінгенімен, қолдары талай сұмдықты есінде сақтап қалған еді. Олар қала шетіндегі қараусыз қалған ескі көлік тұрағының ішінде кездесті. Ғалым бірінші болып келді. Үстінде сол баяғы жеңі ұзын сұр жейде, бетон қабырғаға сүйеніп үнсіз тұрды. 3 көлік келіп тоқтап, ішінен көлеңкедей үнсіз, бірінен соң бірі адамдар түсе бастағанда, Ғалым соңғы 20 жылда алғаш рет әлдеқашан ұмыт болған бір сезінді. Өзінің осы бір қуатты күштің бөлшегі екенін қайта сезінді. Кензи жақындап келді. 2 қадам қалғанда тоқтап, әскери адамдарша қысқа ғана бас иді. Ғалым да оған солай жауап қатты. «Ғалым-сан», деді Кензи өз тілінде. Танака-сан сәлем айтты. «Қарыздың мерзімі ешқашан ескірмейді», деді. «Мен есімде сақтадым», деп жауап қатты Ғалым. Олар құшақтасты. Бір кездері ажалмен бетпе-бет келіп, тағдырлас болған нағыз ер азаматтарша қатты әрі қысқа құшақтасты. Содан кейін Кензи сәл шегініп, айналасына көз жүгіртті. «Бәрін басынан бастап баяндап бер», деді ол. Ғалым бәрін айтты. Артық сезімге берілмей, нақты қысқа баяндады. Болат оның қарамағындағылар, адам саны, бас қосатын жерлері, мекен-жайлары мен әдеттері. Ол жергілікті сақшылар айлап жүріп таба алмайтын мәліметті небәрі 2 күннің ішінде жинап үлгерген еді. Өйткені ол өзгелер байқамайтынды көре білетін, өзгелер естімейтінді ести алатын. Кензи оның сөзін бөлместен мұқият тыңдады. Ал оның артында қап-қара күрте киген, денелері тік, жап-жас жігіттер сапқаша тұрған сарбаздардай міз бақпай тұрды. 6 адам деп пайталады Кензи Ғалым сөзін аяқтағанда. «Сенің қызыңа қиянат жасағандардың кім екенін білесің бе?» 4-еуін анықтап қойдым. Есімдері мен мекен-жайы белгілі. Қалған 2-еуін әлі таппадым. Бірақ олардың басшысы Ермек деген жігіт. Жастар арасындағы Болаттың оң қолы. Кензи бассыз еді. Ал Болаттың өзі ше? Қала шетіндегі зәулім сарай, биік дуал, бейнебақылау қойылған. Қақпада үнемі 2 адам күзетеді. Өзінің жанында үнемі 10-12-дей адам жүреді.
қалғандары қала ішінде. Біз одан бастамаймыз, деді Кензи. Біз Танакасан үйреткендей, шетінен бастаймыз. Алдымен саусақтарын кесеміз, сосын қолын шабамыз. Ал бас өзінің денесінен қалай айырылып жатқанын көріп отыруы тиіс. Бұл өте маңызды. Бас қорқуы керек. Ғалым үнсіз қалды. Ол бұл әдісті жақсы білетін, өйткені бір кездері басқа өмірде өзі де осы тәсілді қолданған еді. Алғашқы 2 тәулікте келген қонақтар ештеңе істеген жоқ. Мүлдем ештеңе. Олар ғалым алдын ала дайындап қойған 3 пәтерге орналасты да, тек бақылаумен болды. Қала ішінде жалғыздан немесе жұптасып жүрді көрді, түртіп алды, суретке түсірді. Олар бейне бір саяхатшыларға ұқсайтын. Жергілікті ғимараттарға таңғалып жүрген сыпайы, күлімдеген жат жұрттықтар. Кеңес үкіметінен қалған ескі 5 қабатты үйлер мен тот басқан су мұнарасынан басқа ештеңесі жоқ шағын шаһарда бұл көрініс күлкіледі. Бірақ ешкім күдіктенбеді. Кімнің ойына келсін? Бірақ Болаттың адамдары күдіктенді. Бірден емес, бірақ іштеріне үрей кірді. Бірінші болып, базардан бастап автобекетке дейінгі аумақты қадағалайтын Рауан есімді жігіт мазасызданды. Рауан топ ішіндегі ең ақылдысы болмаса да, оның бойындағы жыртқышқа тән түйсік мықты еді. Ол көк түсті күрте киген бір шетелдіктің қатарынан 3 күн бойы өзінің көлік жөндеу орнына қарама-қарсы орналасқан асханадан тамақтанып жүргенін байқады. Күн сайын бір уақытта терезе алдында отырады, шай ішеді, бақылайды. Рауан Болатқа қоңырау шалды. Болат аға, мұнда бір қызық жағдай болып жатыр. Қалада әлдебір шетелдіктер жүр. Кім білсін, саяхатшылар шығар, бірақ... Шетелдіктер, деп Болат мырс етті. Біздің қалада ма? Сен не, күн өтіп кеткеннен қиялдап кеттің бе? Мұна біздің түкпірде қандай саяхатшы болуы мүмкін? Мен шын айтам. Біреуі менің нысанымды нақты аңдып жүр. Міне, 3-ші күн болды. Ендеше жанына барда сұра. Бәлкім көлігінің дөңгелегін ауыстырғысы келіп жүрген шығар. Болат қарқылдап күлді. Күлетін ештеңесі жоқ, Болат аға. Менің ішім бір жамандықты сезіп тұр. Жарайды, Рауан. Өзім тексеремін. Артық байбалам салма. Болат тұтқаны қоя салды да, бұл әңгімені сол сәтте ұмытты. Оның бұдан да маңызды шаруалары көп еді. Өйткені облыстан үлкен бір дөкей келе жатқан болатын. Жаңа орынның мәселесін шешу керек еді. Шетелдіктер дей ме? Түкте емес. Оларға назар аударып қайтем деп ойлады Болат. Ал бұл уақытта жасырын бақылау жалғасып жатты. Келген қонақтар бәрін тіркеп, қағазға түсіріп отырды. Кім, қайда, қашан, кіммен жүргенінің бәрі алақандағыдай көрінді. Болаттың адамдарының жүретін жолдары анықталды. Зәулім сарайдағы күзетшілердің ауысу кестесі білінді. Болаттың үйден шығатын және қайтып келетін уақыты есептелді. Көліктердің нөмірлері, телефон маркалары, Болаттың басты ордасы саналатын Метеор клубына келетін қыздардың есімдеріне дейін түгел жазып алынды. Кензи нағыз карта сызды. Үлкен қағаз бетіне ескі ізгесушілердің тәсілімен шегелер мен жіптерді байлап, айқын сызба жасады. Ортада Болаттың суреті. Одан ең жақын адамдарына қарай тартылған сызықтар. Олардан келесілеріне жалғасқан күрделі тор. Нағыз өрмекшінің торы дерсін. Ал Кензи сол тордың түйіндерін қызыл қаламмен асықпай, жүйелі түрде белгілеп шықты. 3-ші күні Саят есімді жігіт із-түссіз жоғалды. Ол әлгі алтаудың бірі болатын. Қиянат жасағандардың қатарындағы жігіт. Жасы 25-те, шүйдесі тақырланған. Білегінде Құдай кешіреді деген таңбасы бар. Болаттың қарамағындағы ең төменгі сатыда жүрген жай ғана қолбала еді. Ол таңертең көлік жөндеу орнындағы жиынға келмеді. Қоңырауларға жауап бермеді. Оның ескі көлігі үйінің алдында қантарлық тұрды. Пәтерінің есігі айқара ашық. Пеш үстіндегі шәйнегі қайнап жатыр. Теледидары қосылып тұрды. Бірақ Саяттың өзі жоқ. Басында ешкім бұған мән бермеді. Ішімдікке тойып, біреудің үйінде қонып қалған шығар деп ойлады. Бірақ кешке дейін төбесі көрінбеген соң, Рауан Болатқа қайта қоңырау шалды. Бұл жолы оның даусынан жай ғана алаңдаушылық емес, кәдімгі үрей сезіліп тұрды. Болат аға, Саят жоғалып кетті, із-түссіз, жер жұтқандай жоқ. Үйінің есігі ашық жатыр, ал өзі
ұшты күйлі жоқ, деп жапалақтады ол. Үнсіздік орнады. Сен оған хабарластың ба? Деп сұрады Болат. Оның даусында баяғы кекесін қалмаған еді. 20 рет шалдым, байланыс аясынан тыс жерде дейді. Оны ең соңғы рет кім көрді? Деп сұрады Болат. Көлік жуатын жердегі серік көріпті. Кеше-кешке Саят үйіне жалғыз қайтып бара жатқан екен. Бар білерім осы, деді Рауан. Болат сәл үнсіз қалды да. Маған әлгі шетелдіктерді тауып бер, деді. Қандай шетелдіктерді? Деп Рауан түсінбей қалды. Қалада жүргендерді тап та, маған алып кел деп бұйырды Болат. Бірақ оларды табу оңайға соқпады. Олар бейне бір ауаға сіңіп кеткендей жоғалды. Мойындарына сурет түсіретін құрылғасқан әлгі сыпайы саяхатшылардың ізі де қалмады. Болаттың адамдары білетін қонақ үйлер мен жалға берілетін пәтерлердің ешбірінен табылмады. Өйткені ғалым тапқан пәтерлер бұл өмірде мүлдем жоқ адамдардың атына жазылған болатын. Құжаттар мінсіз жасалған. Бұл күншығыс еліндегі шеберлердің мемлекеттік мекемелерден де асырып жасайтын таза жұмыс еді. Шағын шаһар өз тіршілігімен жалғасып жатты. Халық жұмысына барып, балалар ауылда асыр салып, қариялар орындықта әңгіме дүкен құрып отырды. Қаланың тыныс тіршілігіне жаңа бір жіптердің араласқанын ешкім байқамады. Қараңғы, көзге көрінбейтін өте берік торлар тоқылып жатты. Және бұл тордың түйіні бірте-бірте қысыла бастаған еді. 4-ші күні Алмас есімді жігіттің жүйкесі сыр берді. Ол да әлгі алтаудың бірі болатын. Алмас жаратылысынан қорқау, жасқан шақ еді. Саяттың жоғалуы оның зәресін алды. Ол Болаттың сарайына келді. Керге малшынған, жанары алақ-жұлақ ақ етеді. Болат аға, менің айтайын дегенім бар еді. Бәлкім бұл ана отырыстың кесірінен шығар. Еңбекшілер көшесіндегі оқиғаны айтамын. Біз сол кезде сәл шектен шығып кеткен едік қой, деп күмілжіді. Болат телефоннан көзін алып, немене деп бұйыра сұрады. Дананың пәтеріндегі отырыста ғой, ермек ұсыныс тастады. Бәріміз сосын, ол жерде бір қыз болған. Біз оның кім екенін білмедік, деп Алмас ақтала бастады. Тоқтат, деп Болат қолын көтерді. Қандай отырыс, қандай Дана, не оттап тұрсың өзім? Алмас жұтынды. Сосын бәрін айтып берді. Сөзінен жаңылып, кекештеніп, қорыққаннан не айтып тұрғанын өзі де түсінбей баяндады. Әлгі отырыс туралы, ермектің көңіл көтерейік деген ұсынысы жайлы, өздері танымайтын бейтаныс қыз туралы, ол жерде не болғанын түгел айтты. Болат үнсіз тыңдады. Оның жүзі міз бақпады. Алмас сөзін аяқтағанда, бөлменім ішін өлі тыныштық басты. Ол кім өзі? Деп сұрады Болат. Білмеймін, Арай деген біреу, Дананың құрбысы екен, деді Алмас. Қайда тұрады? Деп сұрады. Білмеймін, бірақ Дана оның әкесі осында, Орманды көшесінде тұрады деген болатын, деді ол. Кегі кім? Деп Болат қатаң сұрады. Ғалым, ғалым деген кісі, деді Алмас. Болат телефоннан сол есімді іздеп көрді. Ештеңе жоқ, бос орын. Қарапайым ғана адам екен ғой, деп күбірледі. Темір торды көрмеген, ешкіммен ауыз жаласпаған адам. Қатардағы зейнеткер. Кезінде қиыр шығыстағы портта жұмыс істеген қарапайым еңбекқор. Бірақ Болат өзінің ішкі түйсігіне қатты сенетін. Ал түйсік бір шикіліктің бар екенін сездіріп тұрды. Саяттың із-түссіз жоғалуы, әлгі шетелдіктер. Оған қоса мына ғалым. Болат дереу Рауанға хабарласты. Маған бір адамның ізіне түс, деді ол. Ғалым Сәрсенұлы, Орманды көшесі, 14-ші үй. Пәтерінің нөмірін анықта. Қандай мәлімет бар, бәрін қазып ал. Рауан 1 сағаттан соң қайта қоңырау шалды. Болат аға, дым жоқ, айнадай таза. Осыдан 20 жыл бұрын тіркеуге тұрған. Оған дейін еш жерде жоқ, мүлдем жоқ. Бейне бір бұл жалғанда, ондай адам өмір сүрмегендей. Дәл сол кезде Болаттың тұла бойы алғаш рет мұздап қоя берді. Жүрегінің түкпірінде үрейдің суық ызғары сезілді. 20 жыл бойы бұл дүниеде ізі болмаған адам. Қалада жүрген жат жұрттықтар, жоғалып кеткен Саят. Осы 3 нүкте бірігіп, бір қанды сызыққа айналып келе жатты. Бірақ енді бірдемені өзгерту тым кешеді. Өйткені дәл сол күні кешке сағат тура 10-да Алмастың пәтерінің есігі қағылды. Ақырын,
сыпайы түрде 3 рет. Алмас есікті ашты. Табалдырықта қап-қара күрте киген қос шетелдік жымиып тұр еді. Алмас тек бір рет қана айқайлап үлгерді. Одан кейін оны ешкім көрген емес. Алтаудың екеуі кетті, ал қараңғы түн енді ғана басталған болатын. Келесі күннің таңы Болат үшін өмірінің соңына дейін есінде қалатын суыт қоңыраумен басталды. Тым қысқа қалған өмірінің соңына дейін. Хабарласқан Рауар еді. Дауысы қарлыққан. Бейне бір 3 тәулік бойы көзілмеген адамдай бөтен шықты. Болат аға, Алмас жоғалып кетті. Дәл Саят сияқты. Үйінің есігі ашық жатыр. Келедидары айқайлап тұр. Шәйнегінің суы сарқылып қайнап кеткен. Және тағы бір жайт. Рауан сөзін қалай жеткізерін білмей кілт тоқтады. Үстелінің үстінде хат қалта жатыр екен. Аппақ қағаз. Ішінде бір сурет бар. Қандай сурет деп ақырды Болат. Алмастың суреті. Тірі. Орындықта отыр. Қолдары байлаулы. Ал екінші жағында жазу бар. Түсініксіз таңбалармен жазылған. Болат зәулім сарайдың екінші қабатындағы бөлмесінде үстіндегі шапанымен, қолындағы қою шайымен отырған. Ол айналасындағы мына жалған дүниенің ақырын әрі қайтымсыз өзгере бастағанын сезді. Бейне бір сахнаның пердесі ауысқандай, жаңа ғана жылы жерде шалқайып отырғандай едің. Кенет жарық сөніп жанды да, өзіңді темір тордың ішінен бір-ақ таптың. Хатты маған әкел, деді Болат. Қазір апарам. Рауан 20 минуттан соң жетіп келді. Хат қалта үстелге қойылды. Болат оны ашты. Сурет. Алмас. Жанарында ессіз үрей тынып тұр. Аузын тас қылып желімдет тастаған. Қолдары темір орындықтың арқалығына қайырылып, қатты баумен байланған. Тірі. Бірақ оның бұл жарық дүниеде ұзаққа бармайтыны анық еді. Бұл оның бүкіл бейнесінен көрініп тұрды. Суреттің сыртында 3 таңба бар. Қарасия. Түп-түзу сызықтар. Аса ұқыптылықпен жазылған шебердің қолтаңбасы. Мынаны оқи алатын біреу бар ма? Болат саусағымен таңбаларды нұсқады. Рауан басын шайқады. Болат оны суретке түсіріп алды да, телефондағы аудармашы бағдарламаға салды. Бағдарлама 1 секунд ойланды да, басталды деген жауап қайтарды. Жалғыз ғана сөз. Осы бір ауыз сөзден Болаттың таңдайы кеуіп, жұтынып қалды. Ол дереу Ермекке хабарласты. Сол баяғы Ермек, Алтаудың басшысы. Шүйдесі тақырланған, құлағында сырғасы бар. Сол түні отырыста көңіл көтермек болып, арсыздыққа барған оңбаған. Ермек, маған жет, кездет. Қалғандарында жина. Бақашты, Бекзатты, кішкентай Димашты, сол түні қасында болғандардың бәрін ал. Не болып қалды, Болат аға? Жеттеймін саған. Кездет. Болат телефон тұтқасын қоя салды. 1 сағаттан соң Болаттың бөлмесінде 4-еу отырды. Ермек, сабырлы, арсыз, жүзінен баяғы кекесін мысқыл кетпеген. Бақаш, бұлшық еті ойнаған, мұрны сынған дәу. Бекзат, арық, жүйкесі жұқарған, жанары алақ-жұлақ еткен қорқау. Кішкентай Димаш, ең жасы, 22-де. Жүзінде абдырау мен үрей қатар тұрды. Саят пен Алмас қазірдің өзінде қатарда жоқ еді. Сонымен, деді Болат, суретті үстел үстіне тастап. Алмас тұтқында. Саят із-түссіз жоғалды. Ол да сол жақта болуы әбден мүмкін. Мұны істеп жатқандар шетелдіктер. Менің білгім келетіні бір-ақ нәрсе. Ғалым деген кім? Отырғандар бір-біріне қарады. Ермек түйілді. Ғалым? Қандай ғалым? Сендер отырыста зорлаған қыз ше, деді Болат. Болат Ермекке тесіле қарады. Оның жанарында бәрі бар еді. Мұздай қаһар, суық есеп, және өз адамдарының өзін орға жығып бергенін енді түсіне бастаған алғашқы ұшқын барды. Оның тегі ғалым. Әкесі Ғалым Сәрсенұлы. Орманды көшесінде тұрады. Бір қызығы сол, бұл шаһарға келгенге дейін бұл адам мүлдем болмаған. 20 жыл бойы бос орын. Не жұмысы, не тіркеуі, не салығы жоқ. Түк жоқ. Ал енді шетелдіктер жүр. Менің қаламда. Менің адамдарымды ұрлап әкетіп жатыр. Және артына түсініксіз таңбалармен хат қалдыруда. Ермек, маған айтшы.
Болат алға қарай еңкейді. Сен осының арасындағы байланысты көрмей отырсың ба? Ермектің өңі қуарып кетті. Болаттың есінде ол алғаш рет осылай бозарды. Бетіндегі кекесін күлкісі қабырғадан сыпырылған бояудай жоқ болды. Болат аға, біз білген жоқпыз. Сендер ешқашан ештеңе білмейсіңдер, деп кесіп айтты Болат. Сендер бастарынан басқаның бәрімен ойлайсыңдар. Ал енді сол бұлақтарыңды мен тазартуым керек. Ол орнынан тұрып, бөлменің ішінде ары-бері жүре бастады. Терезе сыртында жайнаған аула, су бұрқақ, соғылған темір шарбақ, қақпадағы екі күзетші. Оның қамалы, оның әлемі. Рауан! Болат артына бұрылды. Бәрін көтер, түгелдей. Қолына қару ұстай алатындардың бәрі дайын болсын. Осы түннен бастап, барлық жерде күзет болсын. Екі-екіден, ешкім жалғыз жүрмейтін болсын. Ешкім бейтаныс адамға есік ашпасын. Түсінікті ме? Түсінікті, Болат аға. Тағы бір шаруа. Облыстағы Кәрімге қоңырау шал. Рауан оған таңғала қарады. Кәрім, ақсақал. Болаттан 20 жас үлкен, мәртебесі жағынан 3 есе жоғары адам. 90-шы жылдардан бері облыс орталығын уысында ұстап отырған ескі мектептің мықтысы. Оған жүгіну, жағдайдың бақылаудан шығып кеткенін мойындаумен тең еді. Болат мұны жек көретін, бірақ басқа амал жоқты. Рауан қоңырау шалды. Ақсақал тыңдады. Сосын Болаттың көз алдын қараңғылатып жіберген жалғыз сөйлемді айтты. Шетелдіктер? Якудза? Болат, сенің есің дұрыс па? Мен бұған араласпаймын, саған да кеңес бермеймін. Егер шетелдіктермен шатасып қалсаң, бұл сенің проблемаң. Менің адамдарым бұған бармайды. Өзің шеш. Тұтқа қойылды. Байланыс үзілді. Болат қолындағы телефонмен тұрған күйі, өмірінде алғаш рет өзін шын мәнінде жалғыз сезінді. Жылдар бойы өзі мақтан тұтып келген бөлтіріктің тәкаппар жалғыздық емес. Нағыз, жанды түршіктіретін, қансонарда бұрышқа қамалған аңның қорқынышты жалғыздығын сезінді. Ол тағы екі нөмірді терді. Біреуі, көрші қаладағы өсімқорлық істер бойынша ортақ шаруалары бар топ. Екіншісі, кемір тордың ар жағында танысқан, қазір алыста отырған ескі танысы. Біріншісі айтты. Кешір, Болат, бұл менің соғысым емес. Екіншісі айтты. Сен шынымен бе? Якудза? Мен олар туралы оқығам. Онда қандай да бір самурайлар бар. Қылыштар, намыс кодексі. Жоқ, бауырым, мен бұл қойылымға бармайын. Жолың болсын. Болат телефонды қойды да, креслоға отырып самайын уқалады. 3 рет бас тарту. 3. Жылдар бойы оның қолынан жем жеп, оның дастарханынан дәм татып, оны бауыр деп келген адамдар 1 минуттың ішінде теріс айналды. Өйткені күншығыс елінің мықтылары бұл көшедегі ұсақ-түйек бұзақылар емес, бұл алып машина. Және бұл машинамен ешкімнің шатасқысы келмеді. Болат жалғыз қалды. 37 адам. Оның қолында қалғаны осы ғана. Сарайдағы күзетшілерді, басқарушыларды, жүргізушілерді және жақтастарын қоса есептегенде 37 адам. Күншығыс елінің 18 жендетіне және өзі туралы ештеңе білмейтін бір қазаққа қарсы. Бірақ Болат қорқақ емес еді. Алаяқ иә, оңбаған сөзсіз. Ол темір тордың ар жағын көрген. 90-шы жылдардың нәубетінен аман қалған. Өзіне жасалған 3 бірдей қастандықтан тірі шыққан жан. Ол осы шаһарды өз қолмен тартып алған, билігін қанмен бекіткен адам еді. Берілу деген оның табиғатында жоқ болатын. Ол күресуге бел буды. Жігіттердің бәрін сарайға жина, деп бұйырды ол Рауанға. Кім бар, бәрін алдат. Айналаны шегелеп тастаңдар. Бейне бақылауды тексеріңдер. Қақпа тек қоңыраумен ашылатын болсын. Және маған әлгі ғалымды тауып әкеліңдер. Онымен жеке сөйлесуім керек. Ал егер келгісі келмесе ше, деді Рауан. Бәрі де сөйлескісі келеді, Рауан. Мәселе тек оның құнында ғана, деді Болат. Бірақ Болат қатты қателесті. Ғалымның сөйлесуге ешқандай ниеті жоқ еді. Оның көздегені мүлдем басқа болатын. Дәл сол күні кешке, сағат тура 7-де, ғалым ескі тұрақтың ішінде Кензи бастаған 18 адамның алдында тұрды. Ол май сіңген жібек матаға оралған ұзын түйіншекті асықпай жазды. Мата сырғып түсіп, ішіндегі ғажайып дүние жарқ етті.
самурайдың семсері, нағыз жауынгерлік қару. Қабырғаға іліп қоятын ойыншық немесе арзан қолданба емес. Бұл құны тұтас бір көлікке тең, шын мәніндегі өнер туындысы саналатын Жапон елінің ең атақты ұстасы соққан қасиетті алдаспан еді. Отына көмір жағылған көрікте 16 рет қақталып, әуеде ұшып бара жатқан жібек орамалды қақ бөлетіндей етіп қайралған асыл болат. Ғалым оны 20 жыл бойы қыннан суырмаған екен. Ол шабаданның қос қабатты түбінде арнайы маймен сыланған күй жатқанды. Өз қожайының сарыла күткен адал төбеттей үнсіз жатқан болатын. Ол семсерді қолын алды. Қыннан сантиметрлеп өте баяу суырды. Көмескі жарық түскен бөлмеде асыл болаттың жүзі жарқ ете қалды. Жүзінде адамның саусақ ізі сияқты ешқашан қайталанбайтын, суғарылған болаттың толқынды өрнегі бар еді. Бұл қарудың жасалғанына 300 жыл болған. Кензи мен оның адамдары үнсіз қараттырды. Бірнешеуі бастарын сәлиді. Бұл зор құрметтің белгісі, қаруға емес, орын алып жатқан тарихи сәтке. Осыдан 20 жыл бұрын бұл әлемнен кеткен қас батырдың қайта оралуына жасалған құрмет еді. Ғалым семсерді алғаш рет сермеді. Ұзақ үзілістен кейін аспабын қолын алған күйшідей, алғашқы әуенді байқап көргендей өте баяу қимылдады. Қару ауаны тіліп өтіп, ысқырған дыбыс шығарды. Екінші сермеу жылдамырақ. Үшіншісі одан да тез. Кенет ғалым бейне бір арада 20 жыл өтпегендей, көз ілеспес жылдамдықпен қимылдай бастады. Көне жауынгерлік өнердің жаттығуы. Күрт бұрылу, жоғардан төмен сілтеу, тойтарыс беру, төмен құлау. Алқым тұсынан көлденең кесу. Оның тәні бәрін ұмытпаған еді. Бұлшық еттері, сіңірлері, қас қағым сәттегі реакциясы бәрі орнында екен. Тек ұйықтап жатқан. Күл астындағы шоқтай маздап тұрды. Кензи білінер-білінбес жымиды. Танакасаның айтқаны рас екен деді ол. Қанжар қожайынының қолын ұмытпайды. Ғалым кілт тоқтады. Семсерін түсірді. Кензиге қарады да, ертең деді. Ертең бастаймыз. Бәрі үнсіз бас изеді. Ғалым үйіне түн жарымында оралды. Есікті ақырын ашты. Дәлізде жарық жанып тұр екен. Арай әлі ұйықтамапты. Ол ас үйде тізесін құшақта, «Әке, мен мұндамын, құлыным. Қайда болдым?» «Таза ауа жұтып қайттым». Қыз әкесіне қарады. Және өмірінде алғаш рет оның өмір бойы жасырып келген құпиясын көрді. Ғалым жейдесінің жеңін түріп алған екен. Оның білегінде таңбалар барды. Қол буынынан шынтағына дейін оралып жатқан айдаһардың қабыршағы. Айқын, мінсіз, тірі сурет. Айдаһар бейне бір қозғалып жатқандай әсер қалдыратын. Арай сіресіп қалды. «Әке, бұл не?» Ғалым қызына қарсы отырды, үнсіз қалды. Содан кейін асықпай жейдесінің түймелерін ағыта бастады. Түгелдей ағытып, шешіп тастады. Арай аузын қолмен басты. Оның тұла бойы тұтас бір көркем сурет еді. Демалғаған сайын қозғалатын, бір жағынан үрей тудыратын, екінші жағынан көз жауын алатын ғажайып бейнелер. Оң иығында бұлттар арасында бұратылған, көздері қанталаған, алтын мен жасыл тұсарласқан алып айдаһар. Сол иығында сарқыраманың көбігін жарып шыққан көкшіл күміс тұқы балығы. Арқасында шие ағашы. Атақты Фудзияма тауының бейнесінде жауырынынан беліне дейін төгілген алқызыл жапырақтар бұлты. Қабырғасында көне таңбалар. Кеудесінде сойдақ тістері ақсиған, көздері оттай жанған жынның бетпердесі. Оның тәнінде бірде-бір таза жер жоқ еді. Алқымынан беліне дейін тұтас қашалған сурет. «О, жаратқан!» деп сыбырлады Арай. «Мен саған бір шындықты айтуым керек», деді ғалым. Дауысы салмақты, сабырлы шықты. Бірақ жанарында Арай бұрын сонды көрмеген бөтен от жанған еді. «Мен сен білетін адам емеспін. Менің қазіргі жасап жатқан әрекетімді ол сәл мүдірді. Мен бұған тәуекел еттім, өйткені сақшылар да, сот та, тіпті Құдай да сол түні сенен тартып алған нәрсені қайтарып бере алмайды. Бірақ мен олардың ешбірі, ешқашан, ол осы сөзге ерекше екпін түсірді. Ешқашан мұндай сұмдықты қайталай алмайтындай ете аламын. Саған да, басқаға да.
Арай үнсіз қалды. Оның жанарынан жас парлады. Бірақ бұл сол түнгідей ащы жас емес еді. Бұл жастың ішінде ауыр мұң болғанымен, тағы бір беймәлім, жанды түршіктіретін, тіпті ауырсынатын сезім жатты. Ол кенеттен мына адамның, өзінің туған әкесінің оны жай ғана жақсы көріп қоймайтынын, ол үшін бүкіл әлемді өртеп жіберуге дайын екенін түсінді. Және әкесі оған шарпысын жағып та үлгерген еді. «Әке», деп сыбырлады ол, «сен кімсің?» Ғалым жейдесін қайта киді. Асықпай, түймесін бір-бірлеп салды. «Сенің қорғанышыммын», деп жауап берді ол. Осының өзі жеткілікті. Арай тағы бірдеңе айтпақ болды. Бірақ ғалым орнынан тұрып, өз бөлмесіне кетіп қалды. Есік жабылды. Арай ас үйде жалғыз қалды. Қараңғы тыныштықта жүзіне жас төгілген күйі. Ол дәл қазір табанның астындағы жер қақ айырылып, оның астынан әлде бір көне, қараңғы әрі түбі жоқ тұңғиықтың ашылғанын сезгендей болды. Ал қала шетіндегі зәулім сарайда Болат та көз ілмеген еді. Ол терезе алдында ауылда темекі тартып тұрған адамдарына қарап, керем ойға батты. Екі адамы із-түзсіз жоғалды. Қалада шетелдіктер жүр. Одақтастары теріс айналды. Ал ол өзінің кіммен шайқасып жатқанын әлі толық түсінбеген еді. Ол қалтасынан телефонын алып, өзінің айтқанымен жүретін жергілікті сақшы Серікке хабарласты. «Серік, маған өз арналарын арқылы бір мәліметті тауып берші. Якудза, Жапон мафиясы туралы. Не тапсаң да бәрін біл. Және олардың біздің елмен қандай байланысы бар екенін анықта». Қазақстандықтардың Жапон кландарында жұмыс істеген жағдайлары болды ма екен? Серік 2 сағаттан соң қайта қоңырау шалды. Дауысы біртүрлі қалтырап шықты. «Болат аға, мен бірдеңе таттым. Бірақ бұл сізге ұнай қоймас». «Айт». 90-шы жылдардағы ескі жедел мәлімет бар екен. Халықаралық сақшылар тобынан. Жапонияның қылмыстық құрылымдарына қатысы бар болуы мүмкін шетелдіктердің тізімі. Онда немістер, қытайлар, корейлер бар. Және бір біздің елдің адамы. Есімі кім? Ғалым Сәрсенұлы. 1972 жыл туған. Владивосток. Кансай өңіріндегі Ямагути-кай кланының ықтимал мүшесі. Мәртебесін нақтыланбаған. Ең соңғы рет 2004 жыл аталған. Содан кейін із-түссіз жоғалған. Болат үнсіз тұтқаны қоя салды. Міне, енді ол бәрін түсінді. Түбегейлі түсінді. Момын көрші, көгершіндер, сұр жейде. Ал сол жейденің астында Осаканың ең мықты шеберлері қашаған тән. Жапонияның ең қуатты кландарының бірінің 10 жыл бойы қанжары болған адам. Ол бұл жылдан кеткенімен ұмытылмаған еді. Және оның, Болаттың қолбалалары сол адамның ең осал тұсына, жүрегіне қанжар сұққан болатын. Болат көзін жұмды. Ұзақ жылдардан бері алғаш рет ол іштей ойланды. Мен қателік жасадым. Тікелей өзім болмаса да менің адамдарым. Ал бұл екеуі бірдей ұғым еді. Ол көзін ашты. Терезеге қарады. Түнек. Сол қараңғылықтың бір түкпірінде ғалым өзінің асыл Болаттан соғылған семсерін қайрап отырған еді. Бәрі түнгі сағат 2-де басталды. Үнсіз. Нағыз соғыстың қалай басталатын сияқты. Гүрсілмен емес, ақырын сыбдырмен. Алғашқы нысана қаланың шығысындағы көлік жөндеу орны. Рауаным нүктесі. Болаттың торының ем осал түйіні. Түнгі аусындағы екі күзетші, Мақсат пен Вадим, қақпа алдында шылым шегіп тұрғанда, қараңғылық қойнауынан қара киімді 4 адам шыға келді. Қабырғадан бөлінген көлеңкедей, дыбыссыз. Күзетшілер дабыл қағып та үлгермеді. Бір соққы, екіншісі. Екеуі де ауыздары желімделіп, қол аяқтары байлаулы күйі жерде жатты. Аса кәсібилікпен, артық қимылсыз. 3 минуттан соң көлік жөндеу орны өртене бастады. Лаулап емес. Күншығыс елінің адамдары жалынды жақсы көрмейді. Өйткені ол назар аудартады. Өрт іштен тұтанды. Баяу, бірақ сенімді түрде. Таңға жуық бұл ғимараттан кек көмірге айналған қаңқасы ғана қалуы тиіс еді. Дәл сол уақытта зауыт көшесіндегі көлік жуу бекеті. Дәл сол көрініс. Көлеңкелер, байлаулы күзетшілер, қиратылған жабдықтар және қабырғада қара бояумен ұқыпты жазылған 3 таңба.
Алмастың суретіндегі жазу. Басталды. Түнгі 2:30. Орталық көшедегі өсімқорлық орны. Болаттың мақтанышы. Оның беткестар мекемесі. Күзет. Бұл жердің күзеті де мықтырақ еді. Екеуі іште, біреуі далада. Бейнебақылау камералары. Дабыл жүйесі. Бірақ камералар іс басталмай тұрып, 5 минут бұрын істен шыққан болатын. Әлдекім шатырдағы сымдарды қиып тастаған екен. Дабыл жүйесі де үнсіз қалды. Даладағы күзетшіні шусыз алып тастағаны соншалық, көрші ғимараттың шатырындағы көгершіндер де оянбады. Іштегі екеуі есіктің сықырлаған дауысын естіді. Сосын аяқ дыбысын. Сосын есіктің жақтауында тұрған алып бейнені көрді. Бойы биік, жауырыны қақпақтай. Қолында ұзын бірдеңесі бар. Жатыңдар, деді көлеңке қазақ тілінде. Дауысы бір қалыпты. Ешқандай үрейсіз, айқайламай. Бейне бір дәрігердің науқасқа аузынды аш дегеніндей сабырмен айтты. Күзетшілердің екеуі де бұрын әскерде болған, тәжірибелі жігіттер еді. Дереу қаруларына ұмтылды. Біреуі беліндегі Макаров тапаншасын суырып үлгерді. Бірақ оны көтеруге үлгермеді. Ғалым адам сенгісіз жылдамдықпен қимылдады. Бір қадам, және ол орнында жоқ. Семсердің жарқ етуі және тапанша оны ұстап тұрған қолмен бірге бұрышқа ұшып түсті. Жоқ, қолмен емес, білекпен бірге. Ал екінші күзетшінің самайына семсердің доғал жағымен соққы жасалды. Ол шөптей жапырылып құлап түсті. Білегінен айырылған бірінші күзетші жанұшыра айқайлап жатты. Ғалым оған еңкейді. Болатқа сәлем айт. Ертең оның кезегі. Есінде қала ма? Күзетші ауруына шыдамай, алқына отырып бас изеді. Жақсы. Ғалым сыртқа шықты. Ал оның артындағы екі жапон әйнек сөрелерді асықпай бұзып, алтын бұйымдарды қапқа салып жатты. Пайда табу үшін емес, жай ғана хабарлама ретінде. Біз бәрін ала аламыз. Қаласақ, тартып аламыз. Таңғы 4-ке қарай шағын қала Болаттың 5 бірдей нысанынан айырылды. Көлік жөндеу орны, көлік жуу бекеті, өсімқорлық орны, қала шетіндегі құмар ойынханасы және Болаттың көз қуанышы болған Метеор клубы. Метеорды өртемеді, оны күл талқан етті. Таңертең түнгі даяшының қоңырауынан сым жетіп келген Рауан іштегі көріністен есінен тана жаздады. Сусындар құятын ұзын стел қашақ бөлінген, тем ортасынан. Бейне бір ағашты алып арамен кескендей, түп түзу, тап таза кесілген. Айналар шашылып жатыр. Шөлмектер жерде жатыр. Және әр стелде ұқыпты қолтаңбамен қазақ тілінде жазылған жалғыз сөз бар ақ қағаз жатты. Жақында. Рауан таңғы 5-те Болатқа хабарласты. Қолдары дірілдегені соншалық, телефон құлағынан сырғып кете берді. Болат аға, бәрі бітті, бәрі өртеніп кетті. Метеордың тас талқанын шығарды. Өсімқорлық орны бос қалды. Сөрелердің бәрін үптеп кеткен. Көлік жуатын жөндеу орны, құмар ойынхана бәрі жоқ. Енді жоқ. Және барлық жерде әлгі хаттар. Жақында. Болат үнсіз қалды. Болат аға, естіп тұрсыз ба? Естіп тұрмын. Болаттың даусы су астынан шыққандай бәсең еді. Қанша адамымыз зардап шекті? 6-ы. Екеуі ауруханада. Біреуінің қолын шауыпты. Екіншісінің қабырғасын сындырыпты. Қалғандарын байлап тастап кеткен. Кірідей. Ол әдейі істегендей, бәріне айтып барсын деп тірі қалдырады екен ғой Болат аға. Оның тірі қалдырғанның өзі сол үшін ғой деп тістенді Болат. Бұл шабуыл емес, Рауан. Бұл оның маған қойған қойылымы. Менің білгенімді қалайды. Ол кез келген уақытта келе алады. Ал мен ештеңе істей алмаймын. Үнсіздік. Не істейміз, Болат аға? Болат сәл ойланды. Сосын өмір бойы тіліне алмаған, өзі үшін қанжардан да ауыр сөзді айтты. Мен келіссөзге барып көрейін. Ол телефонын алды. Сақшылар арқылы тапқан нөмірді терді. Орманды көшесіндегі пәтердің үй телефоны. Ұзақ гудок. 1, 2, 3, 4. Тұтқа көтерілді. Алло, деді ғалым. Сабырлы, бір қалыпты. Жайдары. Бейне бір түн ортасында Метеор клубының үстерін семсермен қақ бөлмеген адамдай. Ғалым, бұл Болат қой, деді ол. Дауысы дірілдеп кетпеуін қадағалап.
Біз сөйлесуіміз керек. Үнсіздік, ұзақ үнсіздік. Айт, телефонмен емес, көзбе-көз кездесейік. Мен дайынмын. Қай жерде десең де барамын. Сенің шартыңмен болсын. Сенде ешқандай шарт жоқ болады. Сенде түк те қалған жоқ. Өзіндікі деп санаған дүниеңнің бәрі осы түнде сенен кетті. Тыңдашы мені. Жоқ, деп ғалым оның сөзін кесіп тастады. Оның даусында осы күндері ішіне жасырып келген сұмдық сырдың шеті көрінді. Бұл жай ғана ыза емес еді. Жалаң ашу да емес. Одан да қорқынышты дүние. Тұла бойды мұздататын, тастай қатып, шегеленген мызғымас бекім еді. Сен мені тыңда. Сенің төбеттеріңнің менің қызыма жасаған қиянаты ешқашан кешірілмейді. Мал дүниеге сатылмайды. Ештеңемен жуылып шайылмайды. Ақшамен де, жалынған сөзбен де құтыла алмайсыңдар. Олар аттамауы тиіс қасиетті шекарадан аттады. Ал сен олардың қожайыны ретінде бәрі үшін жауап бересің. Түгелдей, ең соңғы адамыңа дейін. Ғалым, біз бұны шеше аламыз. Біз онсыз да шешіп жатырмыз, деді ғалым. Мен шешім қабылдаймын, ал сен күтесің. Ол тұтқаны қоя салды. Болат қолындағы телефонмен сіресіп тұрып қалды. Зәулім сарайдың ішін өлі тыныштық басқан. Төмендегі үлкен бөлмеде аман қалған адамдары үнсіз отырды. Олар түнде не болған естіген болатын. Телефон арқылы тараған қираған нысаналардың суреттерін көрген. Болат олардың жанарынан өзі көргісі келмеген сұмдықты байқады. Үрей, қарумен де, ақшамен де, айқаймен де емделмейтін, тұла бойды дірілдететін жабайы қорқыныш. Олардың зәресі ұшқан еді. Және өмірінде алғаш рет Болаттың да жүрегін қорқыныш жайлады. Келесі күнді Болат сарайдан аттап шықпастан өткізді. Адамдарын жинап, қару таратты. Қақпаны шегелеп бекітті. Шатырға қолына дүрбі ұстатқан 4 адамды қарауылға қойды. Өз шаңырағын алынбас қамалға айналдырды. Бірақ қамал дегеніңіз құрғақ қабырға ғана ғой. Жауың көзге көрінбес түтіндей бұлыңғыр болған кезде қабырғадан не пайда? Жауың қараңғылықтан шығып, қайтадан түнекке сіңіп кеткенде амалын таусылады. Ол асықпайды, ашуға бой алдырмайды, қателікке ұрынбайды. Ол қайта оралу үшін 20 жыл күтті, және ақыры оралды. Кешке қарай әлгі алтаудың үшіншісі Бақашты қаладағы саябақтың орындығынан тапты. Кірі, бірақ сағысынып, рухы жаншылған. Ол бос кеңістікке телміріп, меңіреу күйде отырды. Қолы бүтін, аяғы сау, денесінде тырналған із де жоқ. Бірақ Рауан жақындап келіп, иығынан ұстағанда, Бақаш тоқ соққандай сел кетіп, сандырақтай бастады. Бір сөзді қайта-қайта айта берді. Ол менің төбемде тұрды. Қолында семсер бар. Ол тұрды да маған қарады. Мен бәрі бітті деп ойладым. Ол төніп тұрды. Оған не істегенін ол тіс жарып айтпады. Ешкім қазбалап сұраған да жоқ. Оның жанарына қараудың өзі жеткілікті еді. Онда ештеңе қалмаған болатын. Құлазыған бостық. Бейне бір ішіндегі бар дүниесін тонап кеткен қаңыраған үй секілді. Алтаудың үшеуі кетті. Үшеуі қалды. Ермек, Бекзат және кішкентай Димаш. Ермек Болаттың сарайында тығылып сатқа шықпады. Нәр татпады. Көз ілмеді. Бұрышта тізесіне кесілген мылтығын қойып, әр сыбдырдан сел кетіп отырды. Баяғы арсыздығы, кекесін мысқылы, құлағындағы сырғасы, бәрі желге ұшты. Тек алақаны терлеп, бұрышқа қамалған бейбақ хайуандай қалтырап қалды. Бекзат қашпақ болды. Көлігіне отыра салып, қаладан безіп кетті. Түн ішінде, айналма жолмен көліктің жарығын жақпастан қашты. Оны таңертең шаһардан 30 шақырым жерден тапты. Көлігі жол жиегінде қаңтарылып тұр. Есіктері айқара ашық. Бірақ Бекзаттың өзі ішінде жоқ еді. Жүргізуші орындығында аппақ қат-қалта жатты. Ішінде сурет. Аузы желімдерген, қол аяғы байлаулы Бекзаттың бейнесі. Ал сыртында сол баяғы таныс таңбалар. Кішкентай Димашты дәл сол күні өз пәтерінен алып кетті. Шусыз, ешбір із қалдырмастан. Оның ас үйіндегі үстелде де дәл сондай қат-қалта жатты. Кек бұл жолы екеуінің де суретінің артындағы сөз мүлдем басқа еді. Ақыры
Алтаудың бесеуі кетті. Жалғыз өзі қалды. Ермек. Бәрін бастаған оңбаған. Отырыста көңіл көтерейік деп ұсыныс тастағанда, арайға бірінші болып қол созғанда сол болатын. Болат Ермекке қарады. Бірақ оның жанарында титтей де аяушылық болмады. Ол ашуға булықты. Ғалымға емес, Ермекке. Осы бір өзім білемдікке салынған ақымаққа. Ол өз қолмен қазған орға қазір бүкіл Болаттың әлемі құлап бара жатқан еді. Сен, деді Болат, соқ саусағымен Ермекті нұсқап. Сен осында, жертөледе қаласың, еш қайда шықпайсың. Егер ғалым сені алғысы келсе, келіп өз қолмен алсын. Ермек жанарын көтерді, көзінде жас мөлдіреттіреді. Ол саусағына таңба басқан, шүйдесі тақырланған дәу жігіт. Бейне бір кішкентай баладай, үнсіз, шарасыз жылап отырды. Болат аға, мені оған берші, деп сыбырлады ол. Не істесе сом істесін, тек қалғандарға тиіспесінші. Үніңді өшір, деп кесіп айтты Болат. Мен ешкімді бермеймін. Бұл менің үйім, менің қалам. Ал ертең түнде 5 қабатты үйдегі самурайдың неге қабілетті екенін көреміз. Ол Рауанға бұрылды. Бәрін осында жина, ертең түнге қарай. Қолда не бар бәрін әкеліңдер. Тапанша, мылтық, пышақ. Әр бұрышқа адам қоямыз. Егер шетелдіктер келсе, қарсы аламыз. Өздеріне лайық етіп қарсы аламыз. Рауан бас изеді. Бірақ оның жанарынан Болат дауыстап айтуға батылы бармаған шындықты оқыды. Біз әлде қашан жеңілдік, Болат аға. Сен оны тек әлі түсінген жоқсың. Ал қаланың шетіндегі ескі көлік тұрағында, ғалым қаланың картасы алдында тұрып, қызыл қаламмен ең соңғы нысананы айналдырасызды. Қала шетіндегі зәулім сарай. Соғылған темір қақпа, ауладағы субырғақ. Кенди қасында тұрды. Ертең бе, деп сұрады ол. Ертең, деп жауап берді ғалым. Ол қаламды қойды, семсерін қолын алды. Жүзін саусағымен ақырын, тіпті мейірлене, бейне бір ғашығының жүзін сипағандай аялай сипады. Соңғы перде, деді ол жапон тілінде. Және бұл сөз ескі тұрақтың тыныштығында кесілген үкімдей естілді. Шағын шаһарға түн қара көрпедей жабылды. Жұлдыз да, ай да жоқ. Аспанды бұлт торлап, қала қою қара түнекке батты. Көше шамдарының жартысы істемейді. Оның тең жартысы бұрынғы әкімнің тұсындағы жанып кеткен. Ал қазіргісіне шамдар қайғы емес еді. Болаттың сарайы шамшырақтай жарқыраттырды. Барлық терезелері айқара ашық. Жарық, адам дауысы, қозғалыс. 23 адам. Болаттың империясынан қалғаны осы ғана еді. Бәрі іште. Шатырда дүрбі ұстаған 2 адам. Қақпада 4-еу. Шарбақтың бойымен тағы 6-ау. 2-2-ден мылтықпен қол шамыстап жүр. Қалғандары үйдің ішінде. Бірінші қабаттағы Болат төр бөлме деп атайтын үлкен залда. Үлкен үстел, былғары дивандар, бұрышта сусындар сөресі. Қазір ол сөре бос тұр. Болат ішуге тыйым салған. Бұл үйдің тарихында алғаш рет. Болаттың өзі каминнің жанындағы креслода отырды. Камин жанбаған. Шілде айы. Бірақ Болат сол бос қуысқа бейне бір сол жерден бірдеңе көріп тұрғандай телміре қарады. Бәлкім көргенде шығар. Бәлкім ол көздері алақ-жұлақ еткен Алмастың келіп, отырыс туралы айтқан сәтін іштей қайта-қайта өткізіп отырған болар. Ермекті жағасынан сүйреп, ғалымға апарып беретін сәтті, кешірім сұрап, ақша беріп, немесе не сұраса да көніп құтылатын сәтті. Ол сол мүмкіндікті жіберіп алды. Енді бәрі кешеді. Ермек жертөледе отыр, жалғыз, қараңғыда. Болат оны сол жерге қамап тастауды бұйырған. Жазалау үшін емес, қауіпсіздік үшін. Егер ғалым оны алғысы келсе, алдымен 23 адамның үстінен өтіп, 2 қабатты артқа тастап, жертөленің кемір есігін бұзуы тиіс еді. Рауан 2-ші қабаттың керезесінде дүрбімен қараңғылыққа телміріп тұрды. Келмейтін шығар, деді ол. Кімге айтқаны белгісіз, бәлкім өзін жұбатқаны болар. Келет деп жауап қатты Болат төменнен. Оның дауысы бір қалыпты, шаршаңқа, бәрін шешіп қойған. Және тек болмай қоймайтын ақыр заманды күтіп отырған адамның даусындай шықты.
Сағат тілі түн жарымын көрсетті. Содан кейін 1 болды, сосын 2. Ештеңе жоқ. Болаттың адамдары босаңси бастады. Біреуі шылым тұтатты. Екіншісі қабырғаға сүйеніп жүрелеп отырды. Тағы бірі телефонына үңілді. 2 жарымнан асқанда тура 2:37-де жарық сөнді. Түгелдей. Бірақ сәтте. Тек үйде ғана емес. Бүкіл көшеде, шамдарда, көрші үйлердің терезелерде, бәрі. Бейне бір әлдекім тұтас бір аумақты қоректендіріп тұрған тоқтың сымын жұлып алғандай. Не болып деп бастады Рауан, бірақ сөзін аяқтай алмады. Өйткені келесі секундта шатырда бірдеңе дүрс ете қалды. Бірақ рет. Рауан рацияны жұлып алды. Шатыр, жауап бер, шатыр. Кек сыбдыр естілді. Содан кейін бір дауыс шықты. Бөтен, алқынған, үрейге толы. Рауан, мұнда біреу бар. Олар келді. Олар... Сүйектің сынған дыбысы естілді. Рауан рацияны лақтырып жіберіп, мылтықты қолына алды. Төменде залда отырған Болаттың адамдары орындарынан атып тұрды. Біреу қараңғыда боқтық сөздер айтты. Біреу телефонның шамын қосты. Жарық сәулесі қабырға бойымен секіріп, қорқыныштан өмі қуарған жүздерді жарық еткізді. Барлығын есіктерге, деп айқайлады Болат. Есіктер мен терезелерге, қимылдағанның бәріне оқ атыңдар. Олар орындарына жайғасты. 10 адам бірінші қабаттағы есік терезелерді күзетті. 4-еуі баспалдақта. Қалғандары залда, Болаттың айналасында. Тапаншалар, мылтықтар, сойылдар, пышақтар. Бұл шағын ғана соғысқа жетерлік қару еді. Бірақ оларға келген соғыстың түрі мүлдем басқа болатын. Алғашқы соққы артқы есікке тиді. Ас үйден аулаға шығатын есік. Оны бұзбады. Кеуіп ашпады. Топсасынан ақырын ғана суырып алды. Бейне бір дәрігердің жараның таңғышын шешкеніндей, үнсіз, өте ұқыптылықпен. Үзетшілердің бірі, бұрынғы десантшы Руслан, есіктен 3 метрдей жерде қолында мылтығымен тұрған. Ол есіктің ақырын ғана сырғып ашылғанын, және оның арғы жағындағы түнекті көрді. Қою, тірі қараңғылық. Руслан оқ атты. Жайы тар жерде мылтық дауысы құлақ тұндырарлықтай шықты. Оқ есіктің жақтауын күл талқан етті. Руслан оқтауды қайта тартып, мылтықты қайта кезенді. Қараңғылықтан бір бейне шықты. Жапон емес, жергілікті адам. Бойы биік, жауырыны қақпақтай, қап-қара киінген. Жүзінде ешқандай сезім жоқ, тастай қатып қалған. Қолында самурай семсері. Еденде жатқан шамның жарығында Болаттың жүзі көмескіленіп шалтырап көрінді. Ғалым. Руслан мылтықты қайта көтерді. Ғалым бір қадам жасады. Жалғыз қадам. Өте жылдам. Мұз үстінде сырғанап келе жатқандай. Мылтық тағы гүрс етті. Оқ қабырғаға тиді. Ғалым ол жерде жоқ еді. Ол дәл қасында тұрған. Өте жақын. Семсер төменнен жоғары қарай доға сызып өтті де, мылтық қақ бөлінді. Ұңғысы солға, дүмі оңға ұшты. Руслан шегіншектеп кетті. Ғалым оны өлтірмеді. Семсердің сабымен күн торабынан ұрды. Қысқа, дәл. Руслан екі бүктеліп құлап түсті. Бұл көрініс небәрі 4 секунд алды. Дәл сол сәтте терезелер. Бірінші қабаттың 3 терезесі бір мезетте күл талқан болды. Жарылыстан емес, соққыдан. Ішке түтін шашатын құтылар ұшып кірді. Көзді аштатын қою, ақ түтін санаулы секундтарда бөлмелерді басып қалды. Болаттың адамдары жөтеліп, көздері көрмей қалды. Біреулер қараңғыға қарай оқ ата бастады. Оқтар төбеге, қабырғаға, жиһаздарға тиіп жатты. Түтін ішінде көлеңкелер қимылдады. Жапондар үнсіз, мінсіз, бейне бір операция бөлмесіндегі дәрігерлер тобындай қимылдады. Соққы. Бір адам құлады. Тағы бір соққы. Тағы біреуі. Олар ешкімді өлтірмеді. Тек мүгедек қылды. Дәл көздеп. Есеппен. Тізе тобығы. Білек. Қабырға. Әрбір соққы адам денесін жетік білетін, ауру мен ажалдың арасындағы шекараны сезетін шеберлікпен жасалды. Рауан екінші қабаттан баспалдақпен түсіп келе жатқанда, түтін жоғары қарай көтеріле бастады. Ол мұрнын жеңімен басып, көзін сығырайтты. Төменде нағыз ақыр заман.
Айқай, оқ дауысы, ет пен сүйекке тиген ауыр, тұнық соққылардың дыбысы. Және осының бәрінің арасында бір оғаш, үрейлі ысқырық бар еді. Масаның ызыңындай жіңішке, бірақ құлақ тұндыратын дыбыс. Семсердің ысқырығы. Рауан оны түтін арасынан бір сәтке көріп қалды. Ғалым залының ортасында тұрды. Оның айналасында 4 адам сылап жатыр. Ол қимылдап жүрді. Жоқ, қимылдаған жоқ. Ол Болаттың адамдарының арасында бейне бір би билеп жүргендей еді. Әр қимылы нақты, мінсіз. Шебердің қолмен қағазға түскен таңбадай әсем болатын. Соққы, көлденеңнен, бел тұсынан. Қарсы тұрған адам қолындағы пышағын түсіріп алып, ішін басып қылады. Кесіп түскен жоқ. Семсердің доғал жағымен, бірақ тынысты тарылтатындай жойқын күшпен ұрды. Кенет бұрылды. Семсер жоғардан төмен қарай доға сызып түсті. Келесі қарсыластың қолындағы мылтық қураған бұтақша қақ бөлінді. Бір қадам артқа. Сойылдың соққысынан жалтарып үлгерді. Бір қадам алға. Семсердің сабымен жақ сүйектен ұрды. Сырқ еткен суық дыбыс шықты. Жансыз дене еденге сылады. Ғалым асыққан жоқ. Ол ашуға да булықпады. Ол кек өз жұмысын істеп жатты. Асықпай, сабырмен. Өз ісін мінсіз меңгерген нағыз шебердей қимылдады. 20 жыл бойы қолына семсер алмаса да, бейне бір күн сайын жаттығып жүрген адамдай қозғалды. Өйткені бұл жай ғана дағды еместі. Бұл оның тұла бойының бір бөлшегіне айналған еді. Қолы сияқты, аяғы сияқты, тыныс алуы сияқты. Болаттың 3 адамы негізгі есіктен далаға қашпақ болды. Босағада оларды күншығыс елінің жігіттері күтіп тұрған еді. Үнсіз, тіл қатпастан, жай ғана тірі қабырғадай алдарын кес-кестеді. Бойлары тапалдау, денелері ширақ. Қап-қара киінген, тек үнсіз тесіле қарап тұрды. Үшеуі кері бұрылып, ішке қарай тұра қашты. Рауан төмен түсуден бас тартты. Ол қолындағы мылтығын баспалдаққа лақтыра салды да, еденге отырып, қабырғаға сүйенген күйі көзін жұмды. Болды. Жетеді. Ол бәрін түсінді. Бұл жерде соғысатын ешкім қалмаған еді. Бұл жерде табиғаттың қылсын күші жүргендей болатын. Жойқын топан су сияқты. Сұмдық жер сілкінісі сияқты. Ал табиғаттың тылсым күшіне қарсы оқ атылмайды. Тылсым күштің алдында кек тізе бүгеді. Зал іші 9 минуттан соң толық тынышталды. 9 минуттың ішінде қару асынған 23 адам еденде сылап жатты. Бірі есінен танған. Енді бірінің есі кіресілі шығасылы болғанымен, орнынан тұруға шамасы жоқ. Ал кейбірі кез келген артық қимылдың ақырғы демі болуы мүмкін екенін түсініп, бетін еденге басқан күйі міз бақпай жатты. Түтін бірте-бірте сейіле бастады. Шағылған терезелерден түннің салқын ызғар соқты. Ғалым осы бір қанды қырғынның қақ ортасында қасқайып тұрды. Қап-қара киім, төмен түсірілген қолындағы семсер, самайынан аққан жалғыз тамшы тер. Тынысы қалыпты. Таңертеңгі жеңіл жүгірістен кейін тұрған адамдай демалысы жиілемеген. Кензи негізгі есіктен ішке кірді. Зал ішіне көз жүгіртіп өтті. Бассыз еді. Құттаған кейіппен. Қысқа ғана, тап-таза жұмыс. Болат қайда деп сұрады ғалым. 2-ші қабат, өз бөлмесінде. Құлыптанып алды. Ғалым баспалдаққа қарады. Баспалдақта Рауан отыр екен. Қолдарын көтеріп алған. Көзі жұмулы. Қасында мылтығы жатыр. Болат қайда деп қайталады ғалым Рауанға қарап. Рауан көзін ашты. Ғалымға, оның қолындағы семсеріне, залда жатқан денелерге қарады. Сосын жауап қатты. Дауысы қарлығып. Қысыла шықты, бірақ шынын айтты. Өз бөлмесінде, дәлізбен оңға қарай. Емен есік, жертөленің кілті. Болаттың өзінде, қалтасында. Ғалым бассыз еді. Баспалдақпен жоғары көтерілді. Рауанның үстінен аттап өтті. Ол қорқыныштан қабырғаға жабыса қалды. 2-ші қабат, ұзын дәліз. Жұмсақ кілем. Қабырғадағы суреттер. Жердің өтінен тербелген аспашам. Төрдегі емен есік. Жабық тұр. Ғалым жақындап келді. Семсерін көтерді. Жалғыз соққы. Асыл Болат қалың ағашта сарымайды кескендей қақ айырып, кемір құлыпты кесіп түсті. Есік айғар ашылды. Болат терезе алдында. Есікке арқасын беріп тұр екен.
Қолында тапанша. Шетелдің ең қымбат сенімді қаруы. Ол артына бұрылмады. Мен сенің келетініңді білгем, деді Болат. Дауысы сабырлы, шаршаңқы шықты. Бейне бір шахмат тақтасында жеңіліс тапқан адамның шарасыздан шындықты мойындағандай естілді. Онда тапаншаның не керегі бар? Деп сұрады ғалым. Әдет қой. Ғалым ішке кірді. Есіктің жұрнағын артынан жапты. Болаттан 3 метрдей жерде тоқтады. Маған бұрыл. Болат артына бұрылды. Өте баяу. Ғалым оның жүзін көргенде бір сәтке таңғалып қалды. Ол оның көзінен үрей, ашу, немесе ессіздік көрем деп ойлаған еді. Бірақ Болат өте кәрі көрінді. Жай ғана қартайған, әрі қалжыраған адам. Көзінің асты сініп, сақалы өсіп кеткен. Жейдесінің алды ашық, жағасы қайырылған. Келдің бе? Деді Болат. Ғалым, якудза, 5 қабатты үйден шыққан самурай. Аманмысың, Болат? Үнсіздік. Екі еркек бір-біріне қарсы қарап тұрды. Біреуінің қолында семсер, екіншісінің қолында тапанша. Мен оқ аталамын, деді Болат. Сен мұны біліп тұрсың, аталасың, деп келісті ғалым. Бірақ атпайсың. Неге? Өйткені сен ақылдысың. Мені өлтірген күннің өзінде де бұл бөлмеден тірі шықпайтыныңды жақсы түсінесің. Есіктің арғы жағында 18 адам тұр. Менің өлімім сенім өлім жазаң. Әрі ол жаза кез орындалмайды. Олар сені азаптап өлтіреді. Болат мырс етті. Мысқылмен. Бірақ күлкісінде қуаныш жоқ еді. Ал егер атпасам ше, онда не болады? Онда маған жертөренің кілтін бересің, және ермекті тапсырасын. Ал содан кейін, ғалым сәл үнсіз қалды да, ауыр күрсінді. Содан кейін, сен екеуміз ғана қаламыз. Болат қолындағы тапаншаға қарады. Сосын ғалымның қолындағы семсерге, сосын оның көзіне қадалды. Ұзақ, кесіле қарады. Бейне бір оның жанарынан кішкене болса да, аяушылықтың, мәмлеге келудің болмашы ұшқынын іздегендей болды. Бірақ ештеңе таппады. Білесің бе? Деді Болат. Мен 30 жыл бойы бұл қаланың қожайынымын. Мына жұрттың тағдырын мен шешем деп ойладым. Кімнің тірі қалатынын, кімнің құн төлейтінін мен ғана білемін деп сендім. Ал енді сен келдің. 3-ші қабатта тұратын, қолына семсер ұстаған момын көрші. Ол басын шайқады. Мен саған тіпті ашулана да алмаймын, ғалым. Егер біреу менің қызымды, ол кілт тоқтады. Менің қызым жоқ қой, бірақ қызың болса, сен де дәл осылай істер едің. Кілтті бер, деп қайталады ғалым. Болат қалтасынан бір бума кілтті шығарды. Ішінен кішкентай күміс кілтті бөліп алды. Үстел үстіне қойды. Жертөле. Баспалдақпен төмен түсесің, оң жақта. Кемір есік. Ғалым Болаттан көз алмай тұрып кілтті алды. Тапаншаңды үстелге қой. Болат іркіліп қалды. 1 секунд, 2 секунд. Сосын қымбат қаруын кілттің жанына қойды. Міне, болды, деді ол. Мен қарусызбын. Көңілің толды ма? Ғалым жауап берген жоқ. Ол Болатқа қарады. Бірақ оның жанарында жеңіс шаттығы да, кек алғанына масаттану да жоқ еді. Кек ауыр мұң ғана. Өзі қалаған істі емес, жасауға мәжбүр болған істі мойнына алған адамның ауыр жүгі сезілді. Осында күт, деді ғалым. Мен қайтып келем. Ол сыртқа шықты. Баспалдақпен төмен түсті. Залда ымырсып жатқан денелердің қасынан өтті. Камин жанында қолын қусырып тұрған Кензидің жанынан өтті. Негізгі есікті күзетіп тұрған 2 жапонның қасынан өтті. Төменге қарай тар баспалдақпен оңға бұрылды. Кемір есік. Кілт бұралды. Есік ашылды. Ермек жертөренің бұрышында отыр екен. Бетон еденде, арқасын қабырғаға сүйеп, тізесін құшақтап алған. Жанында кесілген мылтығы жатыр. Ол тіпті қаруына ұмтылған да жоқ. Ол басын көтеріп, есік жақтауында тұрған ғалымды көрді. Қара көлеңке, бойы биік, қолында ұзын бірдеңесі бар. Ермек шыңғырып жіберді. Ауырғаннан емес, қорқыныштан. Әр адамның ішінде жататын, тым тереңде, арсыздық пен үркөкіректіктің астында көміліп жататын жабайы алғашқы үрейден. Жыртқышты көрген құрбандықтың қорқыныш еді бұл. Жақындама, деп шырылдады Ермек. Өтінемін, киіспеші. Мен не айтсам да істеймін.
Ақша берем, қарағамды батырам. Мен... Ғалым ішке кірді. Ермек бұрышқа қарай тығылып, қабырғаға жабыса түсті. Бетін қолмен басты. Маған қара, деді ғалым. Ермек қарамады. Ол қорқыныштан итаяққа жақындаған күшіктей қалтырап кетті. Маған қара. Ермек қолын түсірді. Қарады. Көзі жасқа толған, ессіз үрейден бадырайып кеткен. Менің кім екенімді білесің бе? Деп сұрады ғалым. Дірілдеген күйі асығыс бас изеді. Өз қылмысынды білесің бе? Тағы да бас изеді де өксіп жылап жіберді. Ермек сол түні өзін әлемнің қожайынындай сезінген, шүйдесі тақырланған дәу жігіт қазір жертөленің суық еденінде жылап отырды. Дәл осы сәтте ол нағыз бейшараның күйін кешкен еді. Тым аянышты, мүсәпір кейіпте отырды. Ғалым оның төбесінен төніп үнсіз тұрды. 1 секунд, 2, 5, 10 секунд өтті. Содан кейін жарқ етіп семсер көтерілді. Сол тас қараңғы жертөледе не болғанын ешкім естіген жоқ. Қалың кемір есік пен тас қабырғалар бар сырды ішіне жұтып, меңіреу күйінде қала берді. Арада 3 минут өткенде ғалым сыртқа шықты. Оның жүзі ішке кірген кездегідей тастай қатып қалған, із бақпаған қалып еді. Ол баспалдақпен Болаттың бөлмесіне қайта көтерілді. Болат сол баяғы орнында тұр екен. Қашуға да ұмтылмады, қаруына да жармаспады. Тек өз тағдырын үнсіз күтіп тұрды. Ермекше, деп сұрады ол. Ермектің шаруасы бітті, деп жауап қатты ғалым. Өлтірдің бе? Ғалым жауап берген жоқ. Оның орнына бөлменің есігін жапты да, Болаттың жанарына тіке қарап, енді сенің кезегің деді. Болат бойын тіктеп, еңсесін көтерді де, ашық қалған жейдесінің жоғарғы түймесін салды. Бір қарағанда тым оғаш қимыл. Құрдымның алдында тұрған адамның жағасын тізеуі. Бірақ бұл қимылда еркекке тән намыс бар еді. Оның бойында қалған ең соңғы абыройдың жұрнағы осы болатын. Не істесең де, өз білгеніңді істе, деді Болат. Ғалым жарқ еткізіп семсерін көтерді. Таң шапағы ештеңе болмағандай сылаңдап атып келе жатты. Шағын шаһардың төбесінен күн көтеріліп, сұрқай 5 қабатты үйлерді, тот басқан әткеншектерді, жол жиегіндегі теректерді нұрға бөледі. Иттер үріп, құстар сайрап жатты. Азық-түлік дүкенінен қолына тор сөмке ұстаған кейуаналар шығып барады. Кәдімгі шағын қаланың қалыпты таңы. Бейне бір түнде ештеңе болмағандай тыныш. Бірақ бәрі басқаша еді. Жедел жәрдем көлігі зәулім сарайға таңғы 6:30-да жетті. Содан кейін екіншісі, үшіншісі, сақшылар, тергеушілер, облыстан келген жедел топ қаптады. Түске қарай үйдің айналасы сары таспамен қоршалып, аулада жарқылдағы бар 7 көлік тұрды. Іштен 23 адам табылды. Бәрі тірі. Соққыға жығылған, қабырғалары сөгілген, буындары шыққан, бірақ бәрінің демі бар еді. Оларды зембілге салып, бірінен соң бірін алып кетіп жатты. Ешқайсысы тіс жарып, бір ауыз сөз айтпады. Кергеушілерге де, дәрігерлерге де. Үнсіз. Бәрі бейне бір алдын ала келісіп алғандай ләм-мим демеді. Рауанды баспалдақтан тапты. Тұла бойы аман, тырналған ізде жоқ. Ол ғалым тастап кеткен баяғы алдында қабырғаға сүйеніп, көзін жұмған күйі отыр екен. Кергеуші оның ұйғынан тыртып, мұнда не болды деп сұрағанда, Рауан көзін ашты. Кергеушіге бос, үрейлі жанармен ұзақ қарап тұрды да, ештеңе болған жоқ деді. Жығылып қалдық. 23-мізде. Бір мезетте. Бір үйдің ішінде. Сүйегіміз сынып, жығылып қалдық. Бұл ақылға сыймайтын күлкілі жауап еді. Бірақ тергеу ісі тығырыққа тірелді. Бірде-бір куәгер, бірде-бір түсініктеме жоқ. Бейнебақылау камералары қиратылған. Жазбалардың бәрі өшірілген. Болатты өз бөлмесіндегі креслодан тапты. Тірі. Денесінде бірде-бір жарақат жоқ. Бірақ ол мүлдем басқа адамға айналған еді. Ол бос қабырғаға телміріп, ешқандай сұраққа жауап бермеді. Біріншісіне де, екіншісіне де, 20-сына да. Дәрігер оны тексеріп көріп басын шайқады. Ауыр күйзеліс, жан жүйесінің зақымдануы. Шұғыл түрде емханаға жатқызу керек. Болатты облыстық жеке аурулары емханасына алып кетті. Ол сол күйі бір ауыз сөз айтқан жоқ. Сол күні де,
келесі күні де, бір аптадан соңда. 30 жыл бойы жұртқа әмір етіп, қорқытып айқайлап үйренген адам мәңгілікке үнсіз қалды. Сол түні бөлме ішінде ғалым мен Болаттың арасында нақты не болғанын ешкім ешқашан біле алмайды. Бірақ Болаттың сол түннен кейінгі жанарын көргендер тек бір ғана нәрсені айтатын. Оның көзінде қорқыныш та, ауру да жоқ еді. Онда мүлдем ештеңе қалмаған. Құлазыған, боп-бос кеңістік. Сөніп қалған теледидардың экран сияқты, ешкім тұрмайтын қаңыраған үйдің қараңғы терезесі сияқты. Ғалым оны өлтірмеді. Ол одан да қорқынышты жаза қолданды. Ол Болатқа әлдебір сұмдықты көрсетті, немесе сондай бір сөз айтты. Сол сәттен бастап Болат адам болудан қалды. Тірі өлікке айналды. Ермекті жертөледен тапты. Ол да тірі, дені сау. Ол да үнсіз. Ол еденде ана жатырындағы шаранадай бүрсіп, ар-бері шайқалып жатты. Оның тақырланған басында бірде-бір тырналған із жоқ. Бірақ оның жүзінде адам қайтып оралмайтын, қорқынышты тұңғиыққа үңілген бейбақтың кейпі бар еді. Оны да Болат жатқан емханаға алып кетті. Саят, Алмас, Бекзат және кішкентай Димаш. Төртеуі де келесі тәуліктің ішінде табылды. Қаланың әр түкпірінен табылды. Тірі, қол аяғы бос. Орындықтарда, есік алдында, аялдамаларда отырды. Рухы сынған, сағы жаншылған, барлығының жанарында бірдей үрейлі бостық. Олардың бірде-біреуі одан кейін ешқашан дауыс көтермеді. Ешкімге қол көтермеді. Тіпті адамның көзіне тіке қарай алмайтын күйге түсті. Қала ішінде еңсесі түсіп, кез келген қатты дыбыстан селк етіп, көлеңкедей үнсіз сүйретіліп жүрді. Бұл тірі өліктер еді. Тірі қалғандарға ескерту. Шағын шаһар бұл үлкен өзгерісті бірден байқай қойған жоқ. Алғашқы аптада жұрт сыбырласып, түрлі болжамдар айтты. Болаттың шаңырағы ортасына түсіпті. Қылмыстық топтар өзара қырылысыпты. Сырттан келген қарақшылар басып алыпты. Сақшылар тор құрытты десті. Болжам көп болды, бірақ ақиқатын ешкім білмеді. Дегенмен уақыт сырғып, күн артынан апта өткен сайын, қала ауыр тастан босағандай кен тыныстай бастады. Дүкендер ай сайынғы алым салықтан құтылды. Өйткені ақша жинайтын ешкім қалмады. Көлік жүргізушілері үлестерін беруді тоқтатты. Базардағы саудагерлер еңсесін тіктеп, еркін сауда жасай бастады. Жергілікті сақшы Серік өз еркімен жұмыстан кету туралы арыз жазып, ешбір шусыз ауылдағы қайын жұртына көшіп кетті. 5 жыл бойы тұтас қаланы кемір жұдырығымен уысында ұстаған қатыгез ұйым бір айдың ішінде жоқ болды. Түтіндей тарады. Қорқынышты түстей ұмытылды. Ал күншығыс елінің қонақтары қалай үнсіз келсе, дәл солай үст-түссіз аттанып кетті. 3 көлік. Астанаға дейінгі ұшақ, одан әрі Токиоға бағыт. 18 адам. Ешбірі артына бірде-бір із қалдырмады. Не саусақ ізі, не қонақ үй жазбасы, не түбіртек жоқ. Бейне бір олар, бұл жалғанда мүлдем болмағандай. Ең соңында Кензи кетті. Ол ғалыммен операцияны жоспарлаған ескі тұрақтың алдында үнсіз тұрды. Танака-сан елге қайтқың келмей ме деп сұрап жатыр, деді Кензи. Онда сені өз шаңырағын күтіп отыр. Ғалым басын шайқады. Менің үйім осында. Кензи басыз еді. Мен де солай ойлаған едім. Танака-сан тағы мынаны айтты. Қарыз өтелді, бірақ достық мәңгілік. Ғалым сәл үнсіз қалды да, оған менің бәрін есінде сақтағанымды жеткіз деді. Барлығын, күн сайын есімде. Екеуі бір-біріне терең тағзым етті. Ұзақ салмақты, кек ортақ тағдыр кешкен ер азаматтарға ғана тән ерекше құрметпен бас иді. Кензи көлікке отырып жүріп кетті. Ғалым таңғы бұлыңғыр тұманға сіңіп, ұзап бара жатқан көлікке ұзақ қарап тұрды да үйіне қарай бұрылды. Арай бір аптадан соң оқуына аттанды. Кетерінде дәлізде арқасына сөмкесін асып, әкесіне ұзақ қарап тұрды. Әке, тыңдап тұрмын. Сен енді бұлай істемейсің бе? Ғалым оған мейірлене қарады. Осы қасіретті апталар ішінде алғаш рет оның езуінде күлкінің тавы білінді. Істемеймін. Уәде бересің бе? Уәде беремін.
Қыз әкесіне қарай ұмтылып оны қатты құшақтады. Сонау бір қорқынышты түні қалай құшақтаса, дәл солай кеудесіне қысылды. Бірақ бұл жолы оның құшағында ауыр мұң емес, шексіз алғыс бар еді. Және оған қоса тағы бір ерекше сезім болды. Біздің тілде оның нақты атауы жоқ. Ал күншығыс елінің халқы мұны он деп атайды. Бұл сенің өміріне араша түскен, қорған болған адамның алдындағы мәңгілік, өтелмес қарыз бен керең құрмет сезімі. Мен сені жақсы көремін, әке, деп сыбырлады Арай. Мен де сені, құлыным. Қыз есіктен шықты. Ғалым керезе алдында қызының ауладан өтіп бара жатқан бейнесіне қарап тұрды. Қоңыр шашы таңғы күннің нұрымен шағылысып, бұрышқа жеткенде артына бұрылып қолын бұлғады. Ол да қызына қол бұлғады. Содан кейін ас үйге оралды. Төменгі жәшікті ашты. Көне шабаданды алды. Үстел үстіне қойды. Асыл болаттан соғылған семсер тазаланып, майланып, жібек матаға ораулы күйінде жатты. Ол матаны саусағымен ақырын сипап өтті. Бір сәтке кідірді. Содан соң шабаданды жауып, құлыпқа салды да жәшікке қайта сүңгітті. Телефон. Ескі үлгідегі ұялы телефон қасында жатқан. Экран жарқ етті. Қоңырау шалынуда. +81. Танаканың нөмірі. Ғалым жыбылықтаған экранға телміріп тұрды. 1 секунд. 2. 5 секунд. Тұтқаны көтермеді. Телефон үні өшті. Ғалым оны сөндірді. Қуаттағышын суырып алды. Шабаданның ішіне қайта салды. Жауып тастады. Болды. Бәрі бітті. Ол балконға шықты. Таңғы сағат 6:30. Көгершіндер терезе алдындағы тақтайда моншақтай көздермен оған жаутаңдап қарап, несібесін күтіп жүрді. Ғалым қалтасынан нан сынығын алып, уата бастады. Таң салқын болғанымен күн шуақ деді. Төбеден күн көтеріліп келеді. Төменде ауланың есігі сарт етті. Баланың сыңғырлаған күлкісі естілді. Көлік өтті, ит үрді. Қарапайым қаланың қарапайым ғана тіршілігі. Ғалым жеңі ұзын сұр жейдесімен балконнан төменге көз салып тұрды. Жүзі сабырлы, жанары тыныш. Қолдарында діріл жоқ. 5-ші қабатта тұратын көрші, 7-8 жастағы Күләш апай терезеден қарап тұрып оны байқап қалды. Ол ауладағы әрбір қимылды қалт жібермейтін кісі еді. «Қайырлы таң, Ғалым», деп дауыстады ол. Ғалым басын көтерді, бас изеді, сәл жымиды. «Қайырлы таң, Күләш апа. Көгершіндерге жем беріп жатырсың ба?» «Иә, беріп жатырмын. Қандай жақсы адамсың, Ғалым. Момын, сабырлы, өз жөнмен жүретін жансың. Сенде адамдар көп болса ғой». Ғалым ештеңе деп жауап қатпады. Тек жымиып, нанын уата берді. Көгершіндер жем тістеп жатты. Күн көтеріліп келеді. Қала өз тіршілігіне кірісті. Ал оның ешкімге көрінбейтін сұр жейдесінің астында алып, айдаһар ұйықтап жатты. Бұлттар арасында бұратылған, көздері қанталаған алтын мен жасыл түсті айдаһар. Ол терең ұйқыға кеткен. Және ол енді ешқашан оянбайды. Оның қажеті де жоқ. Өйткені нағыз жыртқыштар төсектің астында, қараңғыда тығылып жатпайды. Олар 3-ші қабаттағы қарапайым пәтерде өмір сүреді. Таңертең көгершіндерге жем береді. Және ешқашан, естіп тұрсыз ба? Ешқашан дауыс көтермейді. Оларды соған мәжбүр